5 жасар аяулым кешкісін әдеттегідей бақтың түкпіріндегі ескі моншаға, өзінің ешкімге айтпайтын жасырын панасына тығылып отырды. Өйткені әкесі тағы да ішіп келген еді, ал бұл үйде қазір үлкен жанжал болады деген сөз болатын. Көп ұзамай қыз анасының ашумен айқайлап жатқанын, ал әкесінің оған бірдеңе деп бақырып жатқанын естіді. Үйде басталған ұрыс аулаға да ұласты. Анасы шашы ұйпа-түйпа болып, өңі қызарып далаға жүгіріп шықты, артынан әкесі де атып шықты. «Бар жанымды шығарып біттім ғой», деп айқайлады ол. «Жұмыстан кейін бір жұтым ішсем болмай ма? Менің де қақым бар шығар». «Қақың бар. Бүкіл жалақыңды тағы да ішіп қойдың». Аяулымның сандалы жыртылды, үйге көмір алу керек, ал сенің істейтінің ішу. Бітті, шаршадым. Сенің бар білетінің маған керек деген сөз. Ұрыс керіспен айқай одан әрі жалғаса берді. Сол кезде аяулым моншаның есігінен сығалап қарады. Дәл осы сәтте шуды естіп көрші Қанат аға жүгіріп келіп әкесін ұстап алды. «Жетер енді», деп айқайлады көршісі. «Сен не, полиция шақыртқың келе ме?» Әкесі бірдеңені күбірлеп жауап берді. Анасы жылап тұрды. Мұндай жанжал бұл отбасында жиі болатын. Кішкентай аяулым үшін бұл үйреншікті жағдайға айналған еді. Оның білетіні бірақ нәрсе болатын, әкесінің ашуына тиіп кетпеу керек. Әкесі оны ұрмайтын, бірақ соншалықты қатты айқайлайтын, қыздың қорыққаннан жүрегі аузына тығылатын. Сондықтан әкесі аулаға теңселіп кіргенін көрсе болды, аяулым бірден ескі моншаға қарай қашатын. Бұл жерді ол өзі тауып алған еді. Бәлкім әкесі ішпегенде бұлай бұзақылық жасамас па еді. Бірақ көбіне анасының өзі алдымен оған айқайлап, ұрыс шығаратында, кейін ауылды аралап, Серіктің қандай жаман адам болғанын айтып шағымданатын. Ал бар болғаны 1 жыл бұрын Серік ішпейтін. Ол ауылда механизатор болып жұмыс істейтін, ел сыйлайтын азамат еді. Бірақ бір күні оның тракторының астына бір мас адам түсіп кетіп, Серік ауыр техниканы бірден тоқтата алмай қалды. Әлгі бейшара қаза тапты. Сотта Серік ақталғанымен ол өзін кінәлі сезінді. Содан кейін ішімдікке әуестене бастады. Уақыт өткен сайын ішкені көбейе берді. Аяулымның анасы Гүлнар поштада жұмыс істейтін. Шынын айтқанда, ол тым қызба мінезді, ұрысқа бейім әйел еді. Күйеуінің неге осындай күйге түскенін түсінуге тырысудың орнына үнемі жанжал шығаратын. Ал Серікті механизаторлықтан алып қара жұмысқа ауыстырғаннан кейін ол мүлде рухани күйреді. Күн сайын дерлік шетін болды. Осындай жанжалдардың бірінен кейін үйге қайтып келген аяулым қорылдап ұйықтап жатқан әкесіне қарап, оның бұрын қандай мейірімді көңілді болғанын есіне алатын. Бұрын әкесі оны иығына мінгізіп жүретін. Екеуі өзенге шомылуға баратын, орманнан саңырауқұлақ теретін. Ал қазір ол аяулымға бөтен адам секілді еді. «Әй, Гүлнар, мұның арты жақсылыққа бармайды. Серікті бір емдету керек» деп ауылдағылар кеңес беретін. «Қойшы, соған да ақша керек. Ол онсыз да көп ақша таппайды» деп Гүлнар ашуланатын. Ақыры бір күні орны толмас қайғы болды. Жаңа жыл қарсаңында Серік тағы да Гүлнармен ұрысып үйден шығып кетті. «Мерекені сиырлардың арасында өткізгенім жақсы», деді ол. Гүлнар артынан «Жол» деп айқайлап қалды. Содан кейін ол жаңа жыл түні бойы бұлттай түнеріп отырды. Тіпті аяулымға бірге сатып алған қуыршақты сыйлауды да ұмытып кетті. Қыз сыйлығын күтумен ұйықтап қалды. Таңертең ол анасының жанұшыра айқайлаған даусынан оянды. «Жоқ, жоқ, бұл өтірік». Гүлнар ас үйдің еденінде жылап өзін қоярға жер таппай отырды. Қасында абдырап қалған көршілер тұрды. Серік үйден алысқа кетпеген екен. Сол жаңа жыл түні ол қоршаудың жанында қатып қалған. Кейін дәрігерлер оның қатты ішкенін және жүрегінде де кінәрат болғанын айтты. Жерлеу кезінде аяулымның есінде көп нәрсе қалмады. Анасы жылап табытқа қарай ұмтыла берді. Ауылдастары ауыр күрсінді. Ал кішкентай қыз не істерін білмей, қолына өзіне сыйлыққа берілетінін күткен үлкен қуыршағын қысып ұстап тұрды. Дәл осындай қуыршақты ол қыз атасынан сұраған еді. Әкесі бұл туралы оған алдын ала айтып қойған болатын. Ол кезде Серік әлі ішпейтін, мейірімді әке еді. Қыз атасымен сөйлесіп қоямын деп күлетін. Бірақ әкесі мәңгілікке кетіп қалды.
Дегенмен ол қыз атасымен сөйлесіп үлгергендей еді. Аяулымның кенет тамағына өксік тығылды. Бүкіл денесі дірілдеп кетті. «Әкешім!» деп ол жіңішке, дірілдеген дауыспен айқайлады. «Жан әкешім!» Біреу оны құшақтап бауырына басты, жұбату сөздерін айтты. Бірақ қыз табытты жерге түсіріп жатқанын ғана қарап тұрды. Сол сәтте ғана ол әкесін енді ешқашан көрмейтінін шын түсінді. Жоқ, мен оның айғайынан қорқып, моншаға тығылып жүре берсем де мейлі еді, тек тірі болса екен. Ол үнемі мұндай емес еді ғой. Анасы қайғыдан қызына мүлде назар аудармады. Зираттан қайтып келе жатып, Гүлнар Серікті шын мәнінде қаншалықты жақсы көргенін енді ғана түсінді. Осы ішімдік деген пәле оны құртып тынды деп күбірледі ол. Ештеңе етпейді, Гүлнар деп ауылдастары жұбатты. Уақыт өте қайғың басылады. Қызың бар ғой. Енді аяулым үшін өмір сүр. Маған оның не керегі бар? Деп Гүлнар кенет ашумен айқайлап жіберді. Бәріне сол кінәлі. Гүлнар, есіңді жи, деді Күлайша апа шошып кетіп. Балаға неге жала жабасың? Сендер ештеңе білмейсіңдер. Ештеңе білмейсіңдер. Деп Гүлнар жылады. Бәріне сол кінәлі. Ешкім ештеңе түсінбеді. Ауылдастары әйел қайғыдан есінен сәл адасып кеткен шығар деп ойлады. Уақыт бәрін емдейді деп өздерін жұбатты. Бірақ Серіктің жерленгеннен кейін Гүлнар мүлде өзгеріп кетті. Бұрын жақсы көретін қызына аяқ астынан өшікті. Кішкентай аяулымға үнемі айқайлайтын, тіпті бірнеше рет қол жұмсауға ұмтылғаны да болды. Аяулым жылап өзінің қандай кінәсі барын түсінбеді. Ол әкесінде жақсы көретін. Әкесінің сол жаңа жыл түні үйден кетуіне оның еш қатысы жоқ еді. 6 ай өтті. Гүлнар біршама тынышталғандай болды. Аяулымға енді айқайламайтын, бірақ оған мейірімде көрсетпейтін. Қызын құшақтамайтын, еркелетпейтін. Кішкентайының шашын балабақшаға жинап жатқанда, кейде шашын әдейі қаттырақ тартатындай көрінетін. Ауыртып тұр, мама. Ауыртып тұр. Деп аяулым шыдамы таусылып сыбырлайтын. Шыда, деп қысқа ғана жауап беретін анасы да шашын әрі қарай өретін. Гүлнар қызын тамақтандыратын, киіндіретін, керек кезінде қарайтын. Бірақ оны енді ешқашан сүймеді, ертегі оқып бермеді, бұрынғыдай әнде айтпады. Өзімен өзі болып үнемі бір нәрсені ойлап жүретін. Бір күні ол аяқ астынан көңілденіп кетті. Аяулым қатты қуанды. Мама қайтадан бұрынғы қалпына келді деп ойлады. Бір жолы анасы қызын мойнынан құшақтап алды. Мамочка, мен сені қатты жақсы көремін деп аяулым оның құлағына сыбырлады. Қойшы, деді Гүлнар қызын жақтырмай итеріп. Ойыншықтарыңды жина. Аяулым реніштен көз жасын әрең ұстап қалды. Соңғы уақытта ол анасының реніштерін үнсіз жұтып үйреніп кеткен еді. Бірақ анасының неге өзін бұрынғыдай жақсы көрмейтінін түсінбейтін. Ал Гүлнар болса қайта құлпырып, жасарып кеткендей еді. Бір күні кешке олардың үйіне қонақ келді. Бойы ортадан аласа, денесі мығым, жүзі жылы ер адам еді. Ал мұнда кішкентай қыз бар ма? Деп күлімсіреп аяулымға үлкен шоколад ұсынды. Мынаны саған қоян беріп жіберді. Қоян ба? Деп аяулым аң-таң болып көзін бақырайтты. Ол қайда? Ол аулада отыр еді, кейін бұталардың арасына кіріп кетті, деді ер адам қолын жайып. Аяулым қоянды көре алмайтынына өкініп күрсінді. Бірақ дәмді шоколад көп ұзамай оның көңілін жұбатты. Біраздан кейін ол Қанат ағаның тізесіне отырып, аяғын тербетіп, мәз болып күліп отырды. Қонақ оған қызықты ертегілер айтып, түрлі күлкілі қимылдар жасады. Неткен мейірімді адам еді. Гүлнар олардың қасында отырып күлімсіреп ойға шомды. Біраздан соң қызын қолынан ұстап, бөлмеңе бар. Қанат аға, екеуміздің сөйлесетін әңгімеміз бар, деді қатқыл үнмен. Қыздың күлкісі бірден тыйылды. Ол анасына түсінбей қарады да, басын төмен түсіріп бөлмесіне кетті. Сен не болды? Деп сұрады. Бауыржан, аяулым бізге кедергі емес қой. Ол өз орнын білсін. Әйтпесе ертең басына шығып алады, деді Гүлнар. Содан кейін күлімсіреп, жүр, енді екеуміз оңаша сөйлесейік, деді. Есігі толық жабылмаған бөлменің ішінен аяулым олардың әңгімесін естіп жатты. Ол кезде 6 жаста еді, көп нәрсені түсінетін. Қанат ағаның олармен бірге тұратынын естігенде қыздың жүрегі қуанышқа толды.
Бірақ артынша оның көңілін өкініш қарып өтті. Ал әкемше? Сонда Қанат аға менің әкем бола ма? Ал менің туған әкем көкте ғой. Дегенмен аяулым өз-өзін жұбатты. Туған әкешім ренжімейді. Қанат аға өте жақсы адам. Көп ұзамай Бауыржан мен Гүлнар шаңырақ көтерді. Ауылдағылардың көбі Гүлнарды сөкті. Күйеуінің қайтыс болғанына 1 жылда толмады деген сөздер айтылды. Бірақ Гүлнар ешкімнің сөзіне құлақ аспады. Ол өз бақытына шын қуанды. Аяулымға да бұрынғыдан жұмсақ қарай бастады. Енді ол баяғы мейірімді, еркелететін анасына ұқсайтын. Бауыржан мен аяулымның да тілі тез табысты. Ол қызға велосипед сатып алып, тебуді үйретті. Екеуі орманға саңырауқұлақ пен жидек теруге баратын, балық аулайтын. Бір күні көлде қайықта отырған кезде аяулым ұялып сұрады: «Бауыржан аға, мен сипатай бер. Менің бұрын әкем болған ғой». «Әрине, қызым», деді Бауыржан түсіністікпен басын изеп. «Туған әкеңді ұмытпағаның жақсы. Ол жақсы адам болған». «Иә, жақсы еді. Кейін ішіп кетті. Мен одан қорқатынмын. Ал ол қайтыс болғанда қатты жыладым», деді аяулым. «Оның жаман істерін ұмытып, тек жақсы естеліктерін сақта», деді Бауыржан. «Мен ренжімеймін. Әке өмірде біреу ғана болады. Ал мен сенің Бауыржан ағаң болып қала беремін». Осылай деп екеуі келісіп алды. Гүлнар жаңа күйеуімен жақсы өмір сүре бастады. Бауыржан бұл ауылға ауданнан келген жолдамамен келіп, колхозда агроном болып жұмыс істейтін. Ел сыйлайтын, жалақысы жақсы азамат еді. Ол аяулымды шын жақсы көрді. Жалпы Бауыржан балаларды өте жақсы көретін. Балалармен қалай сөйлесу, қалай ойнау керегін білетін. Ауылдағы балалардың бәрі осы мейірімді ағаның соңынан еріп жүретін. Аяулым болса оларды тәртіпке шақырып: «Бұл менің әкем», дейтін. «Ол саған әке емес қой», дейтін құрбылары. «Әке емес» деп аяулым өзі естіген жаңа сөзді мақтанышпен айтатын. «Ол менің өгей әкем. Ал сендерге ешкім емес». Аяулымды 1 сыныпқа Бауыржан аға қолынан ұстап жетелеп апарды. Қыз бақыттан жүзі бал болжанды. Бауыржан да күлімсіреп тұрды, Гүлнар да қуанышты еді. Олар кәдімгі тату отбасы сияқты болатын. Бір түні аяулым анасының ас үйде жылаған даусынан оянып кетті. Қыз анасына барып жұбатпақ болған. Бірақ кенет анасының сыбырлаған сөзін естіді. «Түсінесің бе, мен кейде оны жек көретіндей боламын. Оның дұрыс емес екенін білемін. Ол менің қызым ғой. Бірақ оны жек көремін. Менің өмірімнің бәрі соның кесірінен бұзылды». «Гүлнар, ол сенің қызың ғой», деді Бауыржан ақырын. «Сен оны дүниеге әкелдің». «Содан қателестім», деді Гүлнар шарасыздықпен. «Сондықтан енді саған да бала туып бере алмаймын». Олар тағы біраз сөйлесті, бірақ аяулым ештеңесін түсінбеді. Ол көрпесінің астына тығылып үнсіз жата берді. «Мама мені бәрібір жақсы көрмейді. Бауыржан ағаның келгені де ештеңені өзгерте алмады», деп ойлады ол. Анасының өзіне неге бұлай қарайтынын ол білмейтін. Ал шын себебі мынада еді. Гүлнар 18 жаста болған кезде ауылдағы кештен кейін оны сырттан келген бір жігіт үйіне шығарып салуға ниет білдірген. Бірақ жолда ол қызға тиісіп бұталардың арасына сүйреп әкеткен. Сол жерде не болғанын Гүлнар әлі күнге дейін үреймен еске алатын. Бірақ кейін бұл туралы ешкімге айтпады. Арада 1 ай өткенде оның жүрегі айнып тамаққа қарай алмайтын болды. Анасы бірдеңеден күдіктеніп қызын ауруханаға алып барды. Сонда оның жүкті екені анықталды. Гүлнардың анасы қызына ашуланып тіпті бетінен шапалақпен ұрды. Ал қыз өз басынан өткен қорқынышты оқиғаны айтуға батпады. Ауылда Гүлнардың ішінде бала бар екен, кімнен екені белгісіз деген өсек тарады. Сол кезде Бауыржан қыздың үйіне келіп, ата-анасына бірден: «Бұл менің балам. Мен Гүлнарға үйленемін», деді. Бәрі асығыс шешім қабылдауға мәжбүр болды. Бірақ Гүлнар оған шындықты айта алмады. Ата-анасы Бауыржанды күйеу бала ретінде төрге шығарып, ақылдарын айтты. Кейін Бауыржан Гүлнарға оны мектеп кезінен бері жақсы көргенін мойындады. Сонда Гүлнар да өзінің құпиясын айтты. Бұл сырды бұдан былай ешбір жан баласы білмеді. Үйлену тойлары көңілді өтті. Гүлнар Бауыржанның сенімді азамат екенін түсінді.
Аяулымды дүниеге әкелгенде, дәрігерлер оған енді бала көтере алмайтынын айтты. Асқынуы ауыр еді. Гүлнар сүйген адамына өзінен туған перзент сыйлай алмайтынына қатты қиналды. Бірақ Бауыржан бұл жағдайды сабырмен қабылдағандай болды. Кейін сол қайғылы оқиға орын алды. Серік ішімдікке салынып кейде Гүлнарды бала көтере алмайтын әйел деп кінәлайтын. Бірақ аяулымды ешқашан ренжітпейтін. Соған қарамастан Гүлнар қызының өзін осы жағдайға жеткізген адам деп санады. Ал Серік қайтыс болғаннан кейін оның жанында жалғыз қалғаны аяулым еді. Бұл қыздың әкесі кім екені де белгісіз деген ой Гүлнардың ішін өртейтін. Бауыржан Гүлнардың бар сырын естігенде оны қатты сөкті. Баланы неге кінәлайсың? Ол сенің қаның ғой, деді ол. Түсінсеңші, мен саған да бала туып бере алмаймын деп жылады Гүлнар, сен де бір күні өз балаңды қалайсың. Серік те алғашында бәрі жақсы деп айтқан, кейін мені кінәлай бастады. Гүлнар, мен саған бір нәрсені айтуым керек деді Бауыржан, бала кезімде ауыр дертпен ауырғам. Ер адамдарда сол аурудан кейін асқыну болып, бала сүю қабілетінен айырылатын жағдайлар кездеседі. Сондықтан менің де балам болмайды. Сонда Гүлнардың аузы ашылып қалды. Неге осы уақытқа дейін үндемедің? Кейін айтармын деп ойладым. Оның үстіне сенің қызың бар. Ал мен аяулымды өз туғанымдай жақсы көріп кеттім. Уайымдама, біз бәрібір бақытты бола аламыз. Білмеймін. Оған қарасам, анау адамды есіме аламын. Уақыт өте бәрі ұмытылады деп ойлағанмын. Бірақ керісінше өткен сайын көбірек ойлайтын болдым. Бауыржан оған барлық ауыр ойлары мен қайғылы естеліктерін ұмытуға көмектесетінін айтты. Шынында да ол уәдесінде тұрды. Гүлнар жиі күлімсірейтін болды. Енді ол бақытты, мейірімді әйелге айналды. Бауыржан үйдің нағыз иесі болды. Бұзылған розеткаларды, сықырлаған шкафтарды жөндеді, жаңа қоршау орнатты, шатырды қайта жапты. Гүлнардың жолы болды деп ауылдағылар таңғалатын. Бірақ бір әйел ғана оның бақытына асықпайтын. Ол Гүлнардың анасы Шарапат еді. Ол қызының ұрысқақ мінезін жақсы білетін, және оның отбасында бәрі үнемі осылай жақсы бола бермейтінін түсінетін. Серік те бір кездері қандай жақсы адам еді. Кейін әлсіздікке берілді. Бұған Гүлнардың өзі де кінәлі. Ұрысымен бәрін ушықтырды. Абай бол, қызым. Бауыржанды да өзіңнен бездіріп алма. Әйтпесе тағы да балаңмен жалғыз қаласың деп Шарапат қызына ескертіп жүрді. Анашым, мен өз Бауыржанымды ешкімге бермеймін деп Гүлнар күлетін. Оның баласын дүниеге әкеле алмайтының өкінішті. Оның несі өкініш? Бізде аяулым бар ғой. Сонда мәселе осы екен ғой деп Шарапат ойланып қалды. Сондықтан ол аяулымға сонша жабысып жүр екен. Аяулым жыл өткен сайын өзінің өгей әкесін бұрынғыдан бетер жақсы көре түсті. Ол үшін Бауыржан енді нағыз әкесі еді. Ал туған әкесін біртіндеп ұмыта бастады. Бауыржан екеуі орманға, көлге баратын, қыста шаңғы тебетін. Мектептегі ата-аналар жиналысына да көбіне Бауыржан баратын. Бір күні болған оқиғадан кейін аяулым Бауыржанға бұрынғыдан да қатты бауыр басып кетті. Ол кезде қыз 8-ші сыныпта оқитын. Мектепте күзгі кеш болатын. Аяулым алғаш рет кешкі би кешіне қатысып еді. Мұғалімдер жоғары сынып оқушыларын ересек санап кешке қатысуға рұқсат берген. Қыз құрбысы Әсеммен бірге үйіне қайтып келе жатты. Күзде ерте қараңғы түсетін. Сағат 9 болып қалған, айнала түнек еді. Екі қыз сөйлесіп келе жатқанда бір ауланың арасынан қараңғы көлеңке бөлініп шықты. Алғашында олар оның не екенін түсінбеді. Бірақ жақыннан әлде бір пысқырғандай дыбыс естілгенде екеуі де шошып кетті. Оларға қарай үлкен өгіз келе жатты. Оның мұрнында темір сақина бар еді. Ой! Деп Әсем айқайлап жіберді. Бұл колхоздың өгізі ғой. Қашып кетіпті. Анам бүгін олардың бір өгізі шынжырын үзіп кеткенін айтқан. Іздеген, бірақ таппаған екен. Ол ашулы. Деп аяулым бозарып сыбырлады. Білмеймін, бірақ анам көріп қалсақ, тығылуымыз керек деген. Қашайық, деді Әсем. Қыз бірден жүгіріп, жақын тұрған үйдің қоршауына қарай ұмтылды. Аяулым да жүгірді. Бірақ қорыққаннан аяғы әлсіріп кеткендей болды.
Әсем қоршаудың ар жағына өтіп қауіпсіз жерге жеткенде аяулым әлі жолдың жартысында еді. Қыз артына қараса, өгіз оны қуып келе жатыр екен. Мүйізін төмен түсіріп, қорқынышты үн шығарып, тура өзіне қарай шапқандай жақындап келе жатты. Жол жиегіндегі шамның жарығында аяулым оның үлкен қара өгіз екенін, өткір мүйіздерін және мұрнындағы жылтыраған сақинасын анық көрді. Қыз қорыққаннан қатып қалды. Оны орнынан қозғалтуға ешқандай күш жетпейтіндей еді. Ол көзін жұмды. Келесі сәтте жануардың қорқынышты мөңіреген дауысын естіді. Содан кейін оның қиналған үнін естіді. Аяулым көзін ашқанда өгіздің жанында Бауыржан ағаны көрді. Ол жануардың мұрнындағы сақинасына мықтап ұстап тұр екен. Ашулы өгіз аяқ астынан жуасып бұзаудай момақан болып қалды. Тіпті қарсыласуға да әрекет жасамады. Бауыржан жануарды сәл тартып, сақинасынан ұстап жетелеп әкетті. «Мәссаған!» деп таңғалды мұның бәрін көрген Әсем, «Сенің әкең қандай мықты!» Өгізді бірден жуастып алды. «Әкең емес қой ол» деп Әсем түзетті. «Жоқ әкем» деді аяулым сыбырлап. Екі қыз Бауыржанды күтіп тұрды. Ол бұрылыс жақтан көрінген сәтте аяулым оған қарай жүгірді. «Әке! Әкешім!» деп айқайлап оның мойнына асылып құшақтай алды. «Қызым, қатты қорқып қалдың ба?» деп сұрады. Бауыржан даусының өзі сәл дірілдеп тұрды. «Қатты қорықтым» деп мойындады қыз. «Әуелі өзім үшін, сосын сіз үшін. Ештеңе етпейді, жаным. Ертең ауыл әкіміне айтамын. Мына бұзақы малды қадағалауды күшейтсін. Әйтпесе біреуге зақым келуі мүмкін». Олар үйге қайтты. Дәлірек айтқанда Бауыржан аяулымды көтеріп алды. Қыз оның мойнынан қолын мүлде ажыратқысы келмеді. Қасында үнсіз келе жатқан Әсем таңырқап, аяулым мен Бауыржанға қарап қоя берді. Әкесі ғой. Тек әкесі ғана өгізге осылай барып, жалаң қолымен тоқтата алар еді деп ойлады ол. Осы оқиғадан кейін аяулым Бауыржанды әке деп атай бастады. Ал Бауыржан бұған шын қуанды. Өйткені осы жылдардың ішінде аяулым оған ең жақын адамға айналған еді. Бірақ Гүлнармен арадағы қарым-қатынас біртіндеп бұзыла бастады. Уақыт өткен сайын Гүлнардың мінезі нашарлай түсті. Оның үстіне жалақыны кешіктіріп беретін болды. Ақша да жетіспеді. Бір күні ол Бауыржанға аудан орталығынан ұсыныс түскенін айтты. Оған аудандық пошта бөлімшесін басқару ұсынылыпты. Бұл үшін қалаға көшу керек еді. «Ал мен қайдан жұмыс табамын?» деп Бауыржан таңғалды. «Агроном ретінде қайда барамын? Жалақының кешіккені де жетер. Әйтеуір бірдеңе істеп күн көріп жүрміз. Дәл сол бірдеңе не береді?» деп Гүлнар мысқылдады. «Қызымыз өсіп келеді. Оны оқыту керек. Уайымдама, бәрін ойластырамын» деп Гүлнар күлімсіреді. Аяулым 9-шы сыныпта аяқтағанда оған күтпеген жерден сәттілік келді. Ауданға артекке жолдама түсті де оны аяулымға берді. Қыз бұл жолдаманы оқуындағы жетістіктерінің арқасында алдым деп ойлады. Ал Бауыржан үндемеді. Жолдаманы қызға беру үшін аудан әкімшілігіне барып, өзі келісіп келген еді. Ол аяулымды қуантқысы келген. Бұл бір ай қыз үшін ғажайып әсерге толы болды. Теңіз, оңтүстік, жаңа достар. Уақыт байқатпай өтіп кетті. Аяулым үйіне қуана-қуана ұшты. Анасы мен әкесін құшақтауды асыға күтті. Өйткені Бауыржан ол үшін әке болатын. Бірақ әуежайда оны жалғыз Гүлнар қарсы алды. «Әке қайда?» деп таңырқап сұрады аяулым. «Ол бізді тастап кетті, қызым» деді Гүлнар күрсініп. «Қалайша?» деп айқайлап жіберді аяулым. «Ол бізді жақсы көретін еді ғой». «Демек, онша жақсы көрмеген». Заттарын жинап сен кеткеннен кейін 2 күн өткен соң белгісіз жаққа кетіп қалды. Неге? Қызым, ересектер арасында мұндай жағдай болады. Бәлкім, басқа біреуді тапқан шығар. Аяулымның жүрегі тағы да ауырды. Ол өмірінде 2-ші рет әкесінен айырылғандай болды. Балалық шағындағы алғашқы жоғалтуды уақыт өте ұмыта бастаған еді. Ал қазір бәрін түсінетін жаста болғандықтан бұл жолы қатты күйзелді. Әкем. Ол қандай әке? Бөтен адам ғой. Ал туған әкесінен 5 жасында айырылған еді. Аяулым Бауыржанды қатты ренжіген күйде есіне алды. Ал Гүлнар болса күйеуінің кетуіне онша қайғырмағандай еді.
Керісінше көңіл күйі көтеріңкі болды. Мен саған тек жаман жаңалық айту үшін келген жоқпын, деді ол күлімсіреп. Менде керемет жаңалық та бар. Қандай? Деп аяулым сұрады. Бірақ ойы әлі де Бауыржанда еді. Біз енді ауылға қайтпаймыз. Қайда барамыз? Осы қаладағы пәтерге. Гүлнар қызына өзіне жай ғана қызмет жоғарылау емес, өте үлкен мүмкіндік берілгенін айтты. Байланыс институтын сырттай оқып бітіргенім бекер емес екен. Мені осы жердегі поштаға басшылық қызметке шақырды. Түсіндің бе? Мен пәтер жалдап қойдым. Заттарымызды да сен демалып жүргенде көшіріп қойдым. Ал неге маған айтпадың? Не үшін айтуым керек еді? Сен қарсы болатын едің. Әрине, қарсы болар едім. Мен ауылда ешкіммен қоштасқан жоқпын ғой. Қойшы енді. Олармен қоштасудың қажеті не? Мұнда жаңа өмір бастаймыз. Мен сені мектепке де орналастырып қойдым. Ал ауылдағы құрбылармен жаңа жылда ата-әжеңе барған кезде кездесің. Анашым, бұл керемет қой. Біз енді ауылда емес, нағыз қалада тұрамыз, деді Гүлнар қуана. Аяулым бұл жаңалықтардың ешқайсысын ұната қоймады. Бірақ анасына қарсы шығудың пайдасы жоқ екенін түсінді. Ең қатты қинағаны Бауыржан әкенің өмірінен бір сәтте жоғалып кетуі еді. Аяулым ауылға қыста да, келесі көктемде де барған жоқ. Анасы жұмыстан бас көтермейтін. Жаңа мектепте аяулымның өзі де сабақтан босамайтын. Телефондар ол кезде енді ғана тарала бастағандықтан қыз ауылдағы құрбыларына хабарласа алмады. Оларға хат жазды, бірақ бірде-бір жауап алмады. Атасымен әжесімен кейде үй телефоны арқылы сөйлесетін. Бірақ олар көбіне оқуын сұрайтын. Аяулым бірнеше рет Бауыржанның ауылға қайтып келген-келмегенін білгісі келіп сұраған. Бірақ олар неге екені белгісіз, әңгімені бірден басқа тақырыпқа бұратын. Қызды ренжіткісі келмеген шығар деп ойлады. Кейін аяулым мектепті бітіріп, медициналық институтқа түсті. Бірінші курста оқып жүрген кезінде атасы мен әжесі мотоциклмен жол апатына ұшырады. Бәрі өте өкінішті болды. Жол жөнделіп жатқан екен, жерде бір темір құбырдың ұшы шығып тұрған. Атасы оны байқамай, бар жылдамдықпен соғылып кеткен. Екеуі де сол жерде қайтыс болды. Аяулым мен Гүлнар жерлеуге ауылға барды. Ауылдастары аяулымды көріп таң қалды. Қыз бой жетіп өте көрікті болыпты. Гүлнар да 40-қа толмаған шағында әлі жас көрінетін. Жерлеу кезінде бұрынғы ауылдастарының бірі Бауыржан туралы бірдеңе айта бастаған еді. Гүлнар бірден сөзін бөліп жіберді. Бұл іске араласпаңыздар, деді ол қатқыл үнмен. Анашым, не болды? Деп таңғалды аяулым. Ол туралы, сол сатқын туралы ештеңе айтпа. Ол бізді сатып кетті, деді Гүлнар қызының құлағына сыбырлап. Сосын даусын көтеріп, ол туралы енді ештеңе естігім келмейді, деді. Ауылдастар бастарын шайқады. Аяулым бұл тақырыпты енді қозғамауға шешім қабылдады. Анасына бұл туралы сөйлесу ауыр екенін көрді. Соңғы кездері олардың қарым-қатынасы біршама түзеліп, тіпті достарша сөйлесетін болған. Оның үстіне Гүлнардың қалада ауқатты ер адаммен қарым-қатынасы бар еді. Өткенді қазудың қажеті жоқ деп ойлады аяулым. Жылдар өте берді. Аяулым медициналық институтты бітіріп, емханада терапевт болып жұмысқа орналасты. Анасына қиындық тудырмау үшін жалдамалы пәтерде өзіне бөлек бөлме жалдады. Гүлнардың кезекті бір сүйіктісі тағы бар еді. Жалпы оның өмірінде мұндай адамдар бірнеше рет ауысқан. Ол көп қиналмай әр жолы жаңа адам табатын. Аяулым анасын сынамады. Бірақ оның өмір салтын өзіне үлгі етпеді. Ол өзіне бір ғана өмірлік серігін күтті. Бір күні оның қабылдауына жас жігіт келді. Шағымдары әдеттегідей еді. Ауырады. Аяулым бастапқыда гипертония болуы мүмкін деп ойлаған, бірақ тексерулердің бәрі қалыпты шықты. Терапевт оны невролог дәрігерге жіберді. Алайда бірнеше күннен кейін ер адам қайтадан аяулымның қабылдауына келді. Түсінбедім, сіз неге қайта келдіңіз? Деп таңғалды аяулым медициналық картаны ақтарып. Невролог дәрігер не деді? Сіздің невролог дәрігеріңіз мүлде сауатсыз екен деп жауап берді ер адам. Алдын ала ескерткеніңізде ғой. Ол бір түрлі сөйлейді. Жалпы сіз білесіз бе, ол менен не сұрады?
Токсикоздан қашан бері қиналып жүрсіз дейді. Токсикоздан ба? Деп аяулым таңырқап қалды. Медбике де күліп жіберді. Біздің невролог дәрігер сөзді дұрыс жеткізе алмады деді аяулым. Ол қазақ тілін нашар біледі, бірақ маман ретінде жаман емес. Оның сөйлеу мәнерін мен өзім де кейде әрең түсінемін. Шетелде оқып келген кейбір сөздерді қате қолданады. Сол үшін науқастар ғана емес, дәрігерлер де кейде ашуланады. Бірақ әзірге оны ауыстыратын адам табылмай тұр. Сондықтан жұмысын жалғастырып жүр. Жақсы, онда мәселені өзіміз анықтайық. Шағымдарыңызды тағы бір рет айтып беріңіз. Аяулым науқасты мұқият тыңдап отырып, бір қызық байланысты байқады. Ер адамның жағдайы әр жолы ментай балығын жегеннен кейін нашарлайтын. Сіз солай ойлайсыз ба? Деп таңғалды ол. Мен бұл туралы ойламаппын. Мен балықты жақсы көремін. Аяулым оны аллерголог дәрігерге жіберді. Көп ұзамай оның ақ балыққа аллергиясы бар екені анықталды. Бас айналуы мен басының ауруы осылай пайда болған екен. Аяулым бұл науқасты ұмытып та кеткен еді. Бір күні кешке емхананың қақпасы алдында әлгі ер адам оны қолына әдемі раушан гүлдерін ұстап күтіп тұрды. Аяулым ханым, сізге алғыс айту үшін келдім. Науқастарыңызға көрсеткен ықыласыңыз бен мұқияттылығыңыз үшін рахмет деп күлімсіреді ол. Арма мырза, кешіріңіз, әкеңіздің атын ұмытып тұрмын деп аяулым қысылып қалды. Оның маған қандай қатысы бар? Мені басқа дәрігер емдеді ғой. Әкемнің аты Бекенұлы деді ер адам. Бірақ оны атамай-ақ қойыңыз. Аяулым ханым, егер сіз болмағанда, мені әлі күнге дейін токсикоздан емдеп жүрер еді. Аллерголог дәрігеріңіз маған ренжіп жүрмеген шығар деп ойлаймын. Аяулым ханым, бір шыны кофе ішуге ұсыныс жасасам, қалай қарайсыз? Кофе ме? Шынымды айтсам, қатты ашпын деп мойындады аяулым. Ер адам оған ұнай бастаған еді. Оның қасында өзін өте еркін сезінді. Онда тіпті керемет. Мейрамханаға барайық. Тек балық мейрамханасы болмасын деп қалжыңдады аяулым. Енді балықтың беделі мен үшін төмендеді. Анау бұрышта өте жақсы бір жер бар. Екеуі еркін әңгімелесіп отырып шағын мейрамханаға жетті. Сол жерде жақсы уақыт өткізді. Егер кеше ғана біреу аяулымға оның кездейсоқ танысқан адаммен мейрамханаға баратынын айтса, ол таңданысын білдіріп, самайын нұсқар. Ал бүгін оның өзі не болып жатқанын түсінбей отырды. Арман оны күлкісімен де, тартымдылығымен де баурап алды. Екеуі бір-бірін мың жылдан бері білетіндей еркін сөйлесті. Арманның жүк тасымалымен айналысатын шағын кәсібі бар еді. Жасы 30-ға енді толған. Бұған дейін үйленбеген. Институттан кейін осы қалада қалып кәсібін нөлден бастап көтерген. Ата-анасы алыста тұратын, арнайы таныстарымен байланыстары жоқ еді. Бірақ өзі табанды, қиындықтан қорықпайтын жігіт болатын. Сүйкімді дәрігер қызды көрген сәттен ақ көңілі алаңдап кетті. Өзінің денсаулығына қатысты мәселесін де ұмытып, тек аяулыммен танысуды ойлады. Мінезі тік әрі табанды болғандықтан айналсоқтап жүрмей, бірден сезімін білдіруге шешім қабылдады. Аяулымның бос екенін білгенде, тіпті қанаты біткендей қуанды. Бұл қыз міндетті түрде менің жарым болады деп ойлады. Аяулымда Арманның көңіл білдіруін қабыл алды. 6 айдан кейін олар үйленді. Арада тағы бір жыл өткенде отбасында сәби дүниеге келді. Ұзақ талқылаудан кейін жас жұбайлар ұлдарының атын Нұрсұлтан деп қойды. Керемет әрі айбарлы есім еді. Гүлнар күйеу баласын ұнататын. Арман кедей емес, ақылды, өз үйі бар азамат еді. Ал немересі өсіп келе жатқан зерек әрі мейірімді бала болатын. Жас әже Гүлнар немересін бауырына басып, оны бағып қағуға өте құмар еді. Аяулым декреттік демалыстан кейін жұмысқа шыққанда, ол немересін жиі қарап беретін. Бір күні аяулым жұмыстан келгенде, ұлын сүйіп қолына алды. Не болды? Деп таңғалды ол. Неге кенеттен көңілсіз болып кеттің? Сенің жаныңнан еркек атаулы арылмайды ғой. Мәселеде сонда, деді Гүлнар, мен өткен өмірімді жиі еске аламын. Серікпен қалай тұрғанымызды, кейін бауыржанмен бірге өткізген жылдарымды ойлаймын. Көп нәрседе өзімнің қателескенімді қазір түсініп жүрмін. Ал мына көңіл білдіретін ер адамдардың көбі үйленген. Өз отбасыларындағы әйелдеріне деген ренішін менен шығаратын сияқты.
Олардың әрқайсысының өз шаңырағы бар. Ал мен өз шаңырағымды сақтай алмадым. Мамочка, мұңайма. Әлі де өз бақытыңды кездестіресің деп аяулым күлімсіреді. Білмеймін, деді Гүлнар қызына бір түрлі қарап. Қорқамын, енді кездеспейтін шығармын. Неге даусыңнан осындай күмән естіледі? Соңғы кездері өзімді онша жақсы сезінбей жүрмін. Неге мұны бұрын айтпадың? Деп аяулым алаңдады. Ертең-ақ емханаға барамыз. Барлық тексеруден өтесің. Ештеңе ауыр емес екеніне көз жеткіземіз. Гүлнар тек мұңайып жымиды. Өкінішке қарай тексеру нәтижелері көңіл көншітпеді. Одан қатерлі ісік анықталды. Алдымен бір ота жасалды, кейін тағы бір операция қажет болды. Химиотерапиядан кейін әйелдің денсаулығы көз алдында нашарлады. Көп ұзамай жүріп тұруға да шамасы келмей қалды. Аяулым анасын өз үйіне алып келіп, оған өзі қарады. Арман да қолдан келген көмегін аямады. Бірақ Гүлнардың жағдайы күннен күнге нашарлай берді. Бір түні кезекті ауырсынуды басатын дәріден кейін ол аяулымнан бөлмеде қалуын өтінді. Мен саған көп нәрсені мойындауым керек. Мен сенің алдыңда өте кінәлімін, деп сыбырлады ол. Мама, олай демеші. Сенің менен кінәлі болатын ештеңең жоқ. Жоқ, аяулым, мен сені кішкентай кезіңде жақсы көрмедім. Сен мұны есіңде сақтайсың ба? Деп сұрады ол. Аяулым үнсіз күрсінді. Шынында да есінде еді. Анасының суық көзқарасы, айқайы, шашын қатты тартып үрген кездері. Бірақ Бауыржан келгеннен кейін бәрі өзгерген. Мен сені неге жек көргенімді білесің бе? Деді Гүлнар, өйткені сен менің өмірімді қорлаған адамның баласысың. Аяулым есеңгіреп қалды. Қалай? Сонда Серік менің туған әкем емес пе? Жоқ, Гүлнар оған аяулымның дүниеге келуіне қатысты бүкіл шындықты айтып берді. Бұл құпияны ол тіпті өз анасынан да жасырып келген еді. Оны кезінде тек Серік білген, кейін Бауыржан да білді. Кейін Бауыржан маған ақылымды кіргізді. Ол өз ісімен балаға қалай қарау керегін көрсетті. Баланың кімнен туғаны маңызды емес екенін түсіндірді. Сен оған бөтен едің, бірақ ол саған бүкіл жанымен бауыр басып кетті. Сол кезде мен өзімнің қандай қатыгез адам болғанымды түсіндім. Өз баламды не үшін кінәлағанымды ұқпадым. Бауыржан маған сені сүюді үйретті. Ал мен оны сатып кеттім. Аяулым өз құлағына өзі сенбеді. Бірақ ол бізден кетіп қалды ғой. Сен өзің бір жаққа кетіп қалды дедің. Жоқ, ол ешқайда кетпеді. Сол кезде ол сені әуежайға шығарып салып қайтып келе жатқан. Үйіне жете алмай жол апатына түсті. Қарсы бағыттан келе жатқан көлік оның көлігіне бар жылдамдығымен соғылды. Ол аман қалды, бірақ денесі қатты жараланды. Дәрігерлер оның мүгедек болып қалатынын, тіпті саусақтарында қимылдата алмайтынын айтты. Мен сол кезде неге жас әрі сұлу кезімде өмірімді мүгедек адамға арнаймын деп ойладым. Оның үстіне дәл сол кезде мені қалаға жұмысқа шақырды. Содан 2 күннің ішінде жиналып үйді жауып қалаға кетіп қалдым. Сені де осында қарсы алдым. Саған оның бізді тастап кеткенін айттым. Ол бізді тастап кетті дегенді не үшін айттың? Деді аяулым ашы дауыспен. Сенің жүрегіңді жаралағым келмеді. Мен солай істегенім дұрыс деп ойладым. Содан кейін оны енді көрмедің бе? Жоқ, әжең оның мүгедектерге арналған мекемеге жіберілгенін айтты. Мама, сен қалай істей алдың? Деп аяулым жылап жіберді. Сен мені де оның алдында сатқын етіп көрсеттің. Ал мен оны әке деп атадым. Ол мені шын жақсы көрді. Мен де оны жақсы көрдім. Ал сен мені оның бәрін жек көретіндей етіп тәрбиеледің. Осы жылдардың бәрінде мен оны сатқын деп ойладым. Ал шын мәнінде сатқын өзім екенмін. Ол маған көмектесті. Саған көмектесті. Ал оған көмек керек болғанда біз оны тастап кеттік. Бұл өте ауыр күнә. Ол кезде мен мұны дұрыс шешім деп ойладым. Өз өмірімді құртып алғым келмеді. Алдымда ауылдан шығып қалада жаңа өмір бастау мүмкіндігі тұрды. Ал қасымда мүгедек күйеу, ал ауылда жүріп сен менің жақсы білім алып, институтқа түсіп, дәрігер бола алмайтынымды қайдан білдің? Деді аяулым, ауылда да ақымақ адамдар тұрмайды. Көп адам қалаға оқуға кетеді.
Аяулым, мен тек өзімді ойлаған жоқпын. Сені де ойладым. Бауыржан маған сені жақсы көруді үйретті. Ал сен оны тастап кеттің. Сен оны тастап қана қоймай, мені де одан айырдың. Менің бұл ауруым сол жасаған опасыздығымның жазасы шығар деп жылады. Гүлнар, мамочка, не айтып отырсың? Аяулым есін жиып анасына ұмтылды. Ол ауру анасының мойнына асылды. Қазір оны неге кінәлауым керек? Оның хәлі онсыз да ауыр ғой деп ойлады. Аяулым анасын бауырына қысып, химиотерапиядан кейін қысқа болып қалған шашынан сипады, жүдеу беттерінен сүйді. Не болғанына қарамастан, Гүлнар бәрібір оның анасы еді. Гүлнар ақырын жылап, дірілдеген қолымен қызының арқасынан сипады. Бәрі үшін мені кешір, деді ол. Сені қаншалықты жақсы көретінімді енді ғана түсіндім. Ана өз баласын сүймей тұра алмайды. Сен де анасың, мені түсінесің ғой. Мама, мен де сені жақсы көремін. Екеуі тағы бір сағаттай бірге отырды. Аяулым тағы бір сұрақ қоюға батпады. Оның биологиялық әкесі кім еді? Бірақ бұл енді аса маңызды емес сияқты көрінді. Анасы айтпаған болса, қазбалаудың қажеті жоқ шығар. Аяулым бөлмеден шыққанда таң бозарып келе жатқан еді. Арман ұйықтап жатқан. Аяулым ұлы Нұрсұлтанның бөлмесіне кірді. Бала әжесі Гүлнар сыйлаған үлпілдек қоянды құшақтап тыныш ұйықтап жатты. Жас ана жымиып қойды. Махаббат пен қуаныштан дүниеге келген осы баласының бақытты болу үшін қолынан келгеннің бәрін жасайтынын іштей уәде етті. Ол терезе алдына келіп ойға шомды. Шын мәнінде өзі анасы үшін сүйілмеген бала. Өткен өмірінің ауыр естелігі болған екен. Қаншама қорлықты бастан өткерді. Бірақ соған қарамастан анасы оны өсірді, талай нәрсе жасады. Оның көп қателік жібергені рас. Бірақ аяулымның оны айыптауға құқығы бармайды. Әрине, жоқ. Анасы соншама нәрсені білмей, қараңғылықта өмір сүрді. Енді аяулым бұл шындықпен не істемек? Осы жылдардың бәрінде бір жерде өзі кезінде әке деп атаған адам өмір сүріп азап шегіп жүрме? Әлде ол қашан өмірден өтті ме? Аяулым ол туралы тым болмағанда бірдеңе білу керек деп шешті. Бірақ таңертең бәрі өзгеріп кетті. Анасы ұйқысында тыныш қана қайтыс болды. Жерлеу мен жетісін өткізу сияқты ауыр шаруалар аяулымды біраз уақытқа басқа нәрселерден алыстатты. Арман оған көмектесті. Кейін Нұрсұлтанда аздап ауырып қалды. Ата-анасының басынан өткен күйзеліс балаға да әсер еткен болуы керек. Сондықтан Бауыржанды іздеу мәселесін уақытша кейінге қалдыруға тура келді. Бірақ аяулым бұл ойынан бас тартпады. Ақыры мүмкіндік туған кезде ол Арман екеуі оның туған ауылына жол тартты. Күн бойы майда жаңбыр жауып тұрды. Жаңбыр тоқтар емес. Арман көлікті ауылдың көшелері мен үйлерінің бойымен жүргізді. Бірнеше қараусыз қалған қора-жай ғана көзге түсті. Бұрынғы үйлердің кейбірінен тек жұрнағы қалған. Ауылда қазір небәрі 9 үйде ғана адам тұратын сияқты еді. Көшеде жан баласы көрінбеді. Жол акация ағаштары өскен жердің тұсынан бұрылып, көз алдына күтпеген көрініс ашылды. Мынау не? Деп таңғалды Арман, бұрын айтпағансың ғой. Бір түрлі екен. Күмбезі жоқ, жартылай қираған ғимарат. Бірақ бұл бұрынғы мешіт еді. Қызыл кірпіштен берік салынған ерекше ғимарат. Оны бірнеше ғасырға жететіндей етіп салған десетін. Иә, бұл мешіт, деді аяулым, бұрын жұмыс істеп тұрған. Кейін астық сақтайтын орынға айналдырған. Мұны ауылдың үлкендері айтып отыратын. Кеңес дәуірінде көптеген мешіттер қираған кезде, менің балалық шағымда бұл жерде клуб та болған. Кейін қайта жөндеп мешітке айналдырамыз деген сөз шыққан. Бірақ сол күйі қалып қойған сияқты. Кіріп көрейік, деді Арман, сенің дінге осынша жақын екеніңді білмеппін. Дәрігер адам Құдайға сене ме өзі? Мен өзіме сенемін. Саған сенемін. Ал Аллаға сену мәселесін жүрегім өзі шешеді. Мұсылмандарда мұндай дәстүр бар ғой. Жүр, кірейік. Ғимараттың айналасын біреу күтіп жүргені көрініп тұрды. Әдетте қараусыз қалған ғимараттардың маңында шашылып жататын қоқыс мұнда жоқ. Бірақ мешітке кіру оңай болмады. Барлық есік бұтақтар мен ұқыпты жабылып қойылған, тек негізгі кіреберісте ғана тапталған соқпақ бар еді.
Бұл жерге кім келіп жүр екен? Деді Арман. Олар аласа баспалдақпен көтерілгенде Арман еденнің сапасына назар аударды. Цементпен қаланған қабат өте берік еді. Мынаны қарашы. Кірпіштері әлі де мығым. Ғасырларға деп салған екен, деді ол. Кіреберісте тоқтап қалды. Не болды? Деп сұрады аяулым бір түрлі сезім. Пираған ғимаратқа емес, нағыз мешітке кіріп бара жатқандаймын. Абайлап жүр. Анау төбе опырылып түсуі мүмкін. Екеуі ішке абайлап кірді. Бірінші бөлмеде бәрі жақсы сақталған екен. Тіпті жаңбырдың суы да ішке түспейтін. Ал әрі қарай мешіттің орталық бөлігінде төбенің жабындысы жоқ, тек шатыр ғана қалған. Сондықтан аздап тамшы түсіп тұрды. Ең түкпірдегі бөлмеде жаңбыр еркін кіретін. Онда төбеде шатыр да жоқ, жоғарыда бірнеше бөрене ғана салбырап тұр. Үстінде сұрғылт аспан көрінеді. Еденнің кей жерлері опырылып кеткен, кірпіш үйінділері жатыр. Бұрынғы клубтың болғанын қабырғадағы суреттер ғана аңғартатын. Ескі жылыту жүйесінің темір құбырлары әлдеқашан сынып түсіп қалған. Кеңес заманында жағылған сылақтың көбі мүжіліп, астынан кірпіш қабаты көрініп тұр. Бірақ кей жерлерінде бастапқы сылақ сақталған. Біреу маған қарап тұрғандай сезіледі, деді Арман. Қабырғаға жақсылап қарашы, деп сыбырлады аяулым. Ол да қатып қалған еді. Кірпіштердің арасынан адам бейнесіне ұқсас көмескі сурет анық көрінді. Екеуі де тосыннан үнсіз қалды. Аяулым оны көріп жүрегінен дұға етті. Уа Алла, әкемді табуыма көмектесе көр, деп сыбырлады ол. Ол ішінен айтқысы келген барлық сөзін айтып тұрды. Арман үнсіз қарап тұрды. Оның дұғасын Алла естіді ме, оны ешкім білмейтін. Жүр, деді Арман ақырын. Қызық жер екен. Бірақ бір түрлі үрейлі. Бұл жер ерекше екен, деді аяулым. Олар мешіттен алыстап кеткен кезде. Аяулым, бұл ғимараттың жасы 300 жылдан асады дейді. Тағы бір сөз бар. Осы мешітте Алладан шын көңілмен не сұрасаң, тілегің қабыл болады екен. Ендеше солай болсын деп үміттенейік. Сен әкеңді табуға көмектесуін сұрадың ғой. Иә, онда жүр, деп Арман күлімсіреді. Жаңбырда саябырлай бастаған еді. Олар қайтадан жолға шықты. Үйлер, көл, алыстағы орман көрінді. Мұнда әлі біреу тұра ма? Деп таңғалды Арман. Әрине, тұрады. Анау үйдің терезе қақпақтары боялған, ауласында гүлдер бар. Кіріп шығайық. Олар аяулым көрсеткен үйдің ауласына кірді. Қыздың есінде дұрыс болса, бұл жерде көп балалы Сейітовтер отбасы тұратын. Үйден толықша келген әйел шықты. Аяулым оны бірден тани алмады. Бұрын өте сымбатты болған жанар еді. Ештеңе алмаймыз, деді әйел тіксініп. Біз ештеңе сатпаймыз, деп аяулым күлімсіреді. Әйел жалт бұрылып аяулымға мұқият қарады. Сіздерді есіме түсіре алмай тұрмын, деді ол сенімсіздікпен. Мен аяулымын, Гүлнардың қызымын. Біз анау үйде тұратынбыз, деп аяулым жолдың ар жағындағы қисайып тұрған қараусыз үйді көрсетті. Аяулым, деп жанар таңғалды. Қандай сұлу болып кетіпсің. Ал мына кісі кім? Күйеуім, сен әлдеқашан тұрмысқа шыққансың ба? Иә, біраз жыл болды. Баламыз да бар. Ал Гүлнар қалай? Аяулым анасының қайтыс болғанын, өзінің ұлы өсіп келе жатқанын қысқаша айтып берді. Мен сізден тағы бір нәрсе сұрайын деп едім. Бауыржан аға туралы. Мен оның жол апатына түскенін білмеппін. Оны іздеп жүрмін. Енді оны қайдан табасың? Оны бір жерге, мүгедектерге арналған мекемеге жіберген дейді. Облыс жаққа кеткен. Іздеп көр. Ал Гүлнар? Жанар күрсінді. Өлген адам туралы жаман айтпайын. Бірақ ол дұрыс істемеді. Дәрменсіз күйде қалған ер адамды тастап кетті. Ал ол оның өзінде сені де бүкіл жүрегімен жақсы көретін. Ол саған өтірік айтты. Ол кезде поштада істейтін Юлияға аяулым құрбыларына хат жазса, оның хаттарын өртеп жібер деп айтқан. Қызы бәрін біліп қояды деп қорыққан. Пошташы Юлия да осыны айтқан ба? Иә, Гүлнар ата-анаңның жерлеуіне келген кезде бәрін айтып бергісі келген. Бірақ сендер тез кетіп қалдыңдар. Кейін ол тек Кәмилә апаға ақша жіберіп тұрды. Кәмилә апа қабірлерге қарап жүретін.
Ал Гүлнардың өзі ауылға содан кейін аяқ басқан жоқ. Кәмилә апа қазір қайда тұрады? Ұмытып тұрмын, бірақ біздегі көп адам қайда кетеді? Қазір зиратта жатыр. Оны да жерлегеніне 1 жыл болып қалды. Аяулым мұңайып басын изеді. Анамды қатты сөппеңізші. Ол көп нәрсені дұрыс істемеді. Бірақ оның да өмірі оңай болған жоқ. Енді не айтамыз? Деп күрсінді Жанар, Алла алдында жатқан жаны тыныш болсын. Аяулым мен Арман қоштасып сыртқа бет алды. Кенет қыз артына бұрылды. Жанар апай, мешітті қайта жөндемей ме? Оған кім қарайды? Деп Жанар қолын бір сілтеді. Өзіміздің де өміріміздің ақыры жақындап қалды. Жақында бұл үйлердің бәрі әлгі мешіт сияқты қаңырап қалуы мүмкін. Аяулым мен Арман үнсіз күрсінді. Олар зиратқа барып атасы мен әжесінің және Серіктің қабірлерін ретке келтірді. Аяулым ойланды. Бұл ауылдан Бауыржан туралы бұдан артық ештеңе біле алмайтыны анық еді. Мұнда келген сайын көңілім түседі. Тезірек кетейік деді Арман. Ауылдан шығар кезде екеуінің назары тағы да қираған мешітке түсті. Уа, Алла, маған белгі бере гөр деп сыбырлады аяулым. Аудан орталығына барып, әлеуметтік қорғау мекемесіне кірейік деді Арман. Ол жерде мүгедек адамдарға қатысты мәліметтер болуы керек. Әкең осы ауылда тіркеуде тұрған болса, қандай да бір құжат сақталған шығар. Бірақ әлеуметтік қорғау мекемесінде де көп мәлімет айталмады. Иә, Бауыржан Омарұлы деген адам болған. Бірақ оны осыдан көп жыл бұрын облыстағы мүгедектерге арналған диспансерге жіберген. Оның тірі еместігін білмейсіз бе? Деп аяулым жасқана сұрады. Білмеймін деді мекеме қызметкері қысқа ғана жауап беріп. Осынша жыл тағдырына қызықпаған адамды енді неге іздеп жүрсіз? Өйткені мен оның шындығын жақында ғана білдім деді аяулым сабырмен. Сөйтіп ол ештеңені түсіндірместен шығып кетті. Үйге келген соң олар бірден облыстық диспансерге жол тартты. Иә, мұнда Бауыржан Омарұлы деген адам болған деп растады диспансер қызметкерлері. Бірақ оны бірнеше жыл бұрын туыстары алып кеткен. Туыстары ма? Деп таңғалды аяулым. Менің білуімше оның ешкімі жоқ еді. Демек кейін біреулер туыс болғаны ғой. Ол қазір қайда? Бауыржанның денсаулығы осы жылдары жақсармады ма? Деп аяулым сұрады. Бұл ұзақ әңгіме деп диспансер меңгерушісі еске түсіріп әңгімесін бастады. Бір кездері біздің мекемеге жас дәрігер жұмысқа келді. Ол науқастардың қан қысымын өлшеп, қандағы қант мөлшерін бақылап қана қоймай, емдік массажды өте жақсы жасайтын. Бұл тәсілді ол шетелде тәжірибеден өткен кезде үйренген. Бауыржан Омарұлы сол кезде біздің мекемеде бірнеше жылдан бері жатқан. Ауылдық ауруханадан келген дәрігерлер оның денесін мұқият қарап, қажетті емнің бәрін жасаған. Бірақ олардың болжамы дұрыс болмаған. Бауыржан толықтай қозғалыссыз емес еді. Қолдары қимылдайтын, тіпті төсекте аздап отыра алатын. Жас дәрігер Дәурен Мұратұлы осы науқасқа бірден қызығушылық танытты. Мекеме меңгерушісімен сөйлескеннен кейін ол емдік қолмен уқалау арқылы ем жүргізуге рұқсат берді. Бірақ Бауыржан Омарұлы бірден келісе қоймады. Мұның маған не керегі бар? Менің өмірім бәрібір өтіп кетті дейтін ол. Өзін ең жақын адамдары санаған жандардың опасыздығы оның сағын одан сайын сындырған еді. Жол апатыда оны қатты күйзелткен. Ауруханада жатқанда Гүлнардың онымен ажырасып қызымен бірге қалаға көшіп кеткенін естіген. Оны сынған ойыншық секілді лақтырып тастағандай болды. Түнде ол реніштен үнсіз жылайтын. Тағдырдың жазуымен оның жанында жақын туыстары да жоқ еді. Ал Гүлнар аяқ астынан оған бөтен адамға айналды. Аяулым да оны ұмытып кеткендей көрінді. Бауыржан өзін бірнеше жыл бойы тәрбиелеп, оған талай жақсылық жасаған қызының бір сәтте одан бас тартқанына сене алмады. Гүлнардың қызға не айтып, не қойғанын ол білмейтін. Мен ештеңе қаламаймын дейтін ол. Дәурен дәрігер науқасты мұқият тыңдап, өмірден мысалдар келтіретін. Адам ешқашан берілуге болмайтынын айтатын. Бірақ оның сөздерінің бәрі сол сәтте бос әңгімедей көрінетін. Бір күні қатты дауыл соғып, мекеме маңындағы бірнеше ағаш құлап, шаруашылық құрылыстарының біразын қиратып кетті. Бір қосалқы бөлмеде электр сымдары тұйықталып, өрт шықты да өрт туралы дабыл іске қосылды.
Мекеме қызметкерлері науқастарды сыртқа шығара бастады. Ал жаңбырда әлі басылмаған еді. Дауылдан кейін Бауыржан зембіл үстінде жаңбыр астында жатты. Суық тамшылар бетіне төпелеп тиіп жатты. Бірақ оған сол сәтте таңғаларлық жеңілдік сезілді. Табиғат, тіршілік, жаңбыр оның бойындағы барлық ауыр ойды жуып кеткендей еді. Оның қайтадан өмір сүргісі келді. Найзағайлы жаңбырдан кейінгі таза ауаны кеудесіне толтыра жұтқысы, бетіне тиген тамшыларды сезінгісі, асфальттағы шалшыққа жиналған тамшылардың бір-біріне қосылғанын көргісі келді. Мекемедегі жағдай қалыпқа келгеннен кейін Бауыржанның өзі Дәурен дәрігерді шақырды. Ендеше байқап көрейік, деді ол. Бәлкім, мен өзімді өмірден тым ерте сызып бастаған шығармын. Егер тағдыр мені аман алып қалған болса, демек, әрі қарай да күресуім керек. Дәрігер риза кейіппен басын изеді. Осыдан кейін емдік уқалау, дене жаттығулары басталды. Тіпті ине арқылы емдеу тәсілінде қолданып көрді. Бір жылдан кейін Бауыржан аяғына тұрды. Алғашында жүріп тұруға арналған сүйенішпен сенімсіз қадам басып, алғашқы жүрісін бастады. Кейін ісі тез алға басты. Тағы жарты жыл өткен соң, мекеме қызметкерлерінің алдында Бауыржан Омарұлы енді леп жүр деген мәселе. Өйткені оның денсаулығы іс жүзінде қалпына келген еді. Тек сәл ақсаңдайтын. Жас дәрігердің жетістігі туралы ел астанасында да естіп, көп ұзамай Дәурен Мұратұлын Астанадағы клиникалардың біріне жұмысқа шақырды. Сол кезде дәрігер мен оның емдеген науқасы туралы біздің елдің телеарнасында арнайы хабарда көрсетілді. Сонда оны көрмедіңіз бе? Деп таңғалды мекеме меңгерушісі. Медициналық ортада бұл оқиға көп талқыланды. Өзіңіз де дәрігерсіз ғой. Бұл қашан болған еді? 3 жыл бұрын. Мен ол кезде декреттік демалыста едім, деп күрсінді аяулым. Ал Бауыржан Омарұлы қазір қайда? Оны енді қайдан іздеу керегін мен де айта алмаймын. Хабар көрсетілгеннен кейін көп ұзамай мекемеге шамамен 60 жастағы бір әйел келді. Жасы Бауыржан Омарұлымен шамалас еді. Екеуі біздің саябақта ұзақ сөйлесті. Содан кейін Бауыржан Омарұлы маған келіп, құжаттарını рәсімдеп, мекемеден шығаруымды өтінді. Мен әлгі әйелдің кім екенін сұрадым, бірақ ол нақты жауап бермеді. Тек бұрыннан таныс адамдар екенін түсіндім. Әйел оны теледидардан көріп, арнайы іздеп келген екен. Бұдан басқа ештеңе білмеймін. Аяулым әлгі әйелдің кім екенін түсіне алмады. Өйткені ол әкесінің бұрын өзінен басқа отбасы болмағанын айтқанын есіне түсірді. Енді оны кім алып кетті? Қайда кетті деген сұрақтар мазасын алды. Шынын айтсам, деді ақыры мекеме меңгерушісі, мұнда бізде жиі түрлі қиындық болады. Бірде электр сымдары істен шығады, бірде жылу жүйесі бұзылады. Бір жолы менің кабинетімдегі құбыр жарылып, көптеген құжат білінді. Бауыржан Омарұлының ісінде оның қайда кеткені туралы жазба болған еді. Бірақ оның құжаттары судан қатты бүлініп қалды. Қызық екен. Сіздерде бірде сым, бірде құбыр бұзылады екен деп жымиып қойды. Осы уақытқа дейін үнсіз тыңдап отырған Арман. Иә, жігітім, қиындық көп. Қаржыландыруымыз да осындай. Не істейсің? Аяулым мен Арман мекеме меңгерушісіне шын көңілмен әңгімелескені үшін алғыс айтып ғимараттан шықты. Енді оны қайдан іздейміз? Деп аяулым күйзеле сұрады күйеуінен. Бәлкім іздеудің қажеті де жоқ шығар, деді Арман оған сұраулы жүзбен қарап. Оның қазір өз өмірі бар шығар. Мүмкін, сен дұрыс айтасың. Бірақ мен оны бір рет болса да көріп сөйлескім келеді. Оған бәрін түсіндіргім келеді. Мен жол апаты туралы ештеңе білмегенімді айтқым келеді. Ол мені сатқын деп ойлайтын шығар. Аяулым, жаным, сабыр ет. Сен өзіңді тым көп қинап жүрсің деп ойлаймын. Оның бәрі өткенде қалды, деді Арман әйелін құшақтап басынан сипат. Сосын оған мейірлене қарап жымиды. Біз бармыз ғой. Нұрсұлтан екеуміз сенің отбасыңбыз. Осы аз ба? Сендер мен үшін бүкіл әлемсіңдер, деп келісті аяулым да күйеуінің иығына басын сүйеді. Иә, Арман дұрыс айтады. Көп нәрсе өзгерді. Өткенді қайта қазудың қажеті жоқ шығар. Оның үстіне Бауыржанның жол апатынан кейін толық қалпына келген келмеген де білмейміз. Алла қаласа, ол бақытты шығар. 2 жыл өтті. Аяулым емханада дәрігер болып жұмысын жалғастырды.
Арманның кәсібі де ойдағыдай дамып жатты. Нұрсұлтан өсіп келе жатты. Бір күні балабақшадан көңілсіз келді. Аяулым оның не болғанын қанша сұраса да ұлы бірден айта қоймады. Ақыры өзі сөйлеп кетті. Бүгін тәрбиеші бізге ата-әжелеріміз туралы айтып берді. Балалардың бәрі өздерінің ата-әжелері жайлы әңгімеледі. Көпшілігінің ата-әжелері олармен бірге тұрады екен. Ал менің ешкімім жоқ. Қалайша ешкімің жоқ? Деп Арман таңғалды. Күләйша апа мен Сапар ата-әже. Олар менің ата-анам ғой. Жазда бізге қонаққа келген. Бірақ олар басқа қалада тұрады. Бізбен бірге ешкім тұрмайды, деді Нұрсұлтан қабағын түйіп. Бұл сенің ата-әжең жоқ деген сөз емес, деп жымиды. Аяулым, сенің әжең Гүлнарда болған. Сен кішкентай едің, сондықтан ұмытып қалғансың. Ал атам ше? Деп сұрады бала. Егер әжем Гүлнар болған болса, онда атам да болған ғой. Иә, деді аяулым басын изеп. Бірақ ол қазір арамызда жоқ. Ол отбасылық суреттер салынған фотоальбомды алып ұлына көрсетті. Альбомнан Гүлнар мен Серіктің суреттері көрінді. Кенет басқа бір суреттің астынан тағы бір фотосурет сырғып түсті. Онда кішкентай аяулым Бауыржан мен Гүлнардың арасында тұр екен. Оларды ауылдағы фотограф аяулымның өміріндегі алғашқы қыркүйек күнде мектептегі алғашқы сапқа тұру рәсімінде түсірген. Үшеуі де соншалықты көңілді әрі бақытты көрінетін. Ал мынау кім? Деп Нұрсұлтан суреттегі ер адамды саусағымен көрсетті. Аяулым сәл абдырап қалды. Бірнеше жыл бұрын Гүлнар қызын Бауыржанның сатқындық жасап кеткеніне сендіргенде оның барлық суреттерін жинап алып тастаған. Жойғысы келген, бірақ осы суретке қолы бармаған сияқты. Бұл да сенің атаң, деді аяулым. Ата Бауыржан, ол өте жақсы адам болған. Ол сенің әжең Гүлнардың екінші күйеуі еді. Ол менің әкем сияқты болған ба? Деп таңғалды бала. Иә, ол маған әке сияқты болды. Сонда бұлай да бола ма? Ой, балам, өмірде одан да қызық нәрселер болады, деп күлімсіреді Арман да ұлына өзінің ата-анасы бейнеленген суретті ұсынды. Бірақ Нұрсұлтан оны шетке сырып қойып, қолына Бауыржан атасының суретін қайталды. Ол қайда? Ол да көктеме? Білмеймін, деді аяулым шынын айтып. Ол жоғалып кетті. Адам осылай жоғалып кете ме? Деп бала тағы да таңғалды. Аяулым мұңайып басын изетті, күйеуіне қарады. Бауыржанды олар сол күйі таба алмады. Бірақ Нұрсұлтан жоғалған атасы туралы қайта-қайта сұрай берді. Неге екені белгісіз, баланы осы оқиға қатты қызықтырды. Мама, атаны табу керек. Бәлкім ол жылап қиналып жүрген шығар. Ал біз оның қайда екенін де білмейміз, дейтін бала. Аяулым күрсінетін. Оны қайдан іздейміз? Біз полицияға сұрауда жібердік, әлеуметтік желілерге де хабарлама тараттық, тіпті теледидардағы бағдарламаға да хат жаздық. Бірақ бәрі нәтижесіз болды. Бауыржан Омарұлы жер жұтқандай ізім ғайым жоғалған еді. Жоғалған атасы туралы оқиға кішкентай Нұрсұлтанның жүрегіне қатты орнықты. Жақында ол ер жүрек теңізшілер туралы фильм көрген еді. Содан неге екенін өзі де білмей, атасы Бауыржан міндетті түрде теңізші немесе әскери адам болған деп ойлап алды. Анасымен көшеде жүргенде форма киген адамды көрсе болды, саусағымен нұсқап, мама, мынау менің атам ба? Деп сұрайтын. Жоқ, балам, ол емес, дейтін аяулым алғашында күлімсіреп жауап беретін. Кейін ашулана бастады. Олай айтуға болмайды. Сенің айқайыңнан адамдар қорқады. Мен де ыңғайсызданып қаламын. Сенің атаң Бауыржан теңізші де әскери адамда болмаған. Онда ол қайда кетті? Ол бір жаққа саяхатқа кетіп, сонда қалып қойған шығар. Оны жаман адамдар ұстап отырған шығар, дейтін Нұрсұлтан. Ой, балам, қиялың қандай шұқыр еді, деп күрсінетін аяулым. Ол ұлына әкесі туралы айтып қойғанына кейде өкінетін. Бір демалыс күні аяулым ұлымен бірге хайуанаттар бағына барды. Арман шағын сапармен басқа жаққа кеткен еді. Үйде жалғыз отыру іш пыстыратын болған соң, аяулым Нұрсұлтанды серуендетуге шешім қабылдады. Екеуі жақсы демалды. Жануарларды тамашалады, шағын пойызға отырды, тоғандағы үйректерді тамақтандырды. Кешке қарай үйлеріне қайтып келе жатып, саябаққа тағы соқты. Нұрсұлтан кенет балмұздақ жегісі келетінін айтты.
Мама, сен барып маған балмұздақ алып келші. Мен орындықта отыра тұрамын, деді бала еркелеп. Неге? Екеуміз бірге барып таңдайық. Аяғым шаршады, деді Нұрсұлтан аянышты кейіппен. Оның түрін көріп, аяулым еріксіз күліп жіберді. Жарайды, отыра тұр. Анау дүңгіршекке барып тез келемін, деп баласына жаны ашыды. Сосын тағы ескертті, ал сен мына тоқашты қайда жұмсайсың? Үйректерге берейін деп едім. Бүгін саябақтағы үйректерге печенье мен тоқаштың бәрін беріп қойдық. Тек бір тоқаш қалды. Оны Нұрсұлтан өзіне сақтап қалған еді. Қазір қолында айналдырып отыр. Жарайды, үйректерге берсін, деп ойлады аяулым. Дүңгіршек жолдың ар жағында еді. Аяулым баласына қарап қойып, тез арада балмұздақ таңдады. Ақысын төлеу үшін бір сәтке назарын басқа жаққа бұрды. Қайта қараса, Нұрсұлтан отырған орындық бос тұр. Аяулымның өңі қашып, жолдан жүгіріп өтті. Айналасына алақтап қараса, ұлы саябақтың ішкері жағындағы басқа орындықта әлдебір қарт адаммен бірге отыр екен. Ер адам өте жұпыны киінген, түрі де күтім көрмеген. Қысқасы, баспанасыз жан болатын. Аяулымның жүрегі зу ете қалды. Мына қарт менің балама не істеп отыр деп қорықты. Қарт Нұрсұлтанмен сөйлесіп отыр екен. Бала оған қолындағы тоқашын ұсынып жатты. Сіз жейсіз бе? Деген сөзін аяулым естіді. Дәмді кешіріңіз, мен оны өзім жегім келген еді, бірақ сәл мыжылып қалды. Сіз аш сияқтысыз. Рахмет, балақай, деді қарт. Бірақ бұл сенің тоқашың ғой. Өзің жей бер. Алыңызшы, мен сізге беріп тұрмын, деп Нұрсұлтан табандылық танытты. Ол кішкентай саусақтармен тоқашты қарттың қолына ұстатты. Қарт алғысын айтып жымиды. Нұрсұлтан, деп қатаң дауыспен ұлын шақырды аяулым, маған кел. Бала мен қарт жас әйелге қарады. Келесі сәтте аяулымның аяғының астындағы жер қозғалып кеткендей болды. Оған қарап тұрған қарт оның әкесі еді. Жылдар оны қатты қарт айтып, жүзі жүдеп, үстіне жұпыны киім киіп қалған. Бірақ аяулым оны бірден таныды. Бұл Бауыржан еді. Қарт та әйелден көзін алмай қарап тұрды. Содан кейін әрең орнынан тұрып, оған қарай бір қадам басты. Аяулым, деді ол сыбырлап. Әке? Сізсіз бе? Деп аяулым сенімсіз түрде алға бір қадам басты. Менмін, деді Бауыржан қарлығыңқы дауыспен. Әкешім, деп айқайлады аяулым да, қарттың мойнына ұмтылып, оны құшақтап алды. Жан әкешім, мен сені қанша жыл іздедім. Қайда болдың? Деп жылады ол. Бауыржан дірілдеген қолдарымен қыздың иығынан сипап, өзі де көз жасын әрең ұстап тұрды. Өтіп бара жатқан адамдар бұл көрініске таңырқап қарады да, өздерін ыңғайсыз сезініп, тезірек өтіп кетуге тырысты. Ал кішкентай Нұрсұлтан аузын ашып, үнсіз қарап тұрды. Анасы мына бейтаныс қартты неге құшақтап жатқанын түсінбеді. Мама, сен бұл атаны танисың ба? Деп ақыры сұрады ол. Иә, балам. Бұл сенің атаң Бауыржан, сонда ол шынымен теңізші емес пе? Деп күрсінді Нұрсұлтан, ол атасына мұқият қарап тұрды. Кенет оның жүзі бал-бұл жанды. Мен білдім. Ол барлаушы. Барлаушы. Деп Бауыржан көзін сығырайтып әзілмен қарады. Тек ешкімге айтпа, деді ол. Әке, мен сені іздедім, деп жылап қайталады аяулым, мені кешір. Мен көп нәрсені білмедім. Қызым-ау, көз жасыңды сүрт. Әйтпесе мен де жылап жіберемін, деді Бауыржан, сен менің басымнан не өткенін елестете де алмайсың. Бірақ оның бәрі енді маңызды емес. Айтшы, бұл сенің балаң ба? Тұрмысқа шықтың ба? Иә, әке. Бұл Нұрсұлтан, сенің немерең. Ал күйеуімнің аты Арман. Аллай, біз неге әлі тұрмыз? Үйге жүріңдер. Біз жақын жерде тұрамыз. Бұл сізге ыңғайсыз болар, деді аяулым. Жоқ, мен бара алмаймын, сен анам туралы ойлап тұрсың ба? Деді аяулым бірден түсініп. Анам өмірден өткеніне бірнеше жыл болды. Өлер алдында маған бәрін айтып берді. Әке, мен ештеңе білмедім. Ол сен бізді тастап кетті, деді. Жоқ, қызым, сен анаңды жаман деп ойлама. Ол жасағанына өкінді, қатты қиналды. Әкем, Гүлнар енді жоқ па?
Бауыржан қатты толқыды. Ол менен 10 жас кіші еді. Өмір деген осы екен ғой, қане, бізге жүр. Сен демалып аласың. Бәрін сөйлесеміз. Арман қазір сапарда, бірақ ол саған қарсы болмайды. Ол өте жақсы адам. Өзің көресің. Қызым, мен баспанасыз адаммын, деді Бауыржан ашы жымиып. Сен мені қайда сүйреп бара жатқаныңды көрмей тұрсың ба? Үйіңе, отбасыңа. Қалыпты адамдар менен сырт айналады. Ол қалыпты адамдардың бәрін қоя тұр. Мен ақыры әкемді таптым. Деп күліп жіберді аяулым. Үйге келген соң Бауыржан жуынып, таза киініп, Арманның жұмсақ халатына оранды. Содан кейін ол басынан өткен ауыр оқиғаларды айтып берді. Оның оқиғасы теледидардан көрсетілгеннен кейін мекемеге оның бұрыннан танысы Меруерт келген екен. Екеуі институтта бірге оқыған, кейін ұзақ жылдар бойы араласпаған. Меруерт оны теледидардан көріп, арнайы іздеп келген. Ол өте жылы сөйлеп, көрші облыста ұлының фермерлік шаруашылық жүргізіп жатқанын, оған білікті агроном қажет екенін айтты. Мен енді қандай агроном боламын? Деп Бауыржан бас тартқысы келді. Әрең жүріп жүрген адаммын. Отырып алып та жұмыс істей аласың. Не істеу керегін айтып отырасың. Жоқ, оған шынымен білікті маман керек. Қазір ондай адамды күндіз шаммен іздесең де табу қиын. Жастардың көбі диплом үшін ғана университетте оқиды, жермен жұмыс істеуді білмей. Келіс, Меруерт оған жақсы жағдай жасалған баспана мен тәуір жалақы ұсынды. Бауыржан ойланып келісім берді. Оны бұл жерде ұстап тұрған ештеңе қалмаған еді. Денсаулығы да біртіндеп түзеліп келе жатқан. Мүмкіндігі шектеулі деген мәртебесі жақында алынуы да ықтимал еді. Ал Гүлнарға қайта бару туралы ойдың өзі оған ауыр болатын. Тіпті ол қайтып кел деп жалынса да Бауыржан бармас еді. Әйелі оны қатты ренжіткен. Әрине, аяулымның тағдыры жүрегін ауыртатын. Бірақ арада көп жыл өтті. Оның өз өмірі бар. Бауыржан енді оған жай ғана бөтен адам болып қалған шығар. Осылайша ол Меруертпен бірге жолға шықты. Бауыржан, дұрыс істедің. Алдыңда енді жайлы өмір күтіп тұр, деп Меруерт жол бойы жұбатты. Алғашында бәрі оның айтқанындай болды. Жақсы үй, тәуір жалақы. Әрине, егісті қараусыз қалған еді, сондықтан көп еңбек етуге тура келді. Бірақ бұл жұмыс Бауыржанға ұнайтын. Таза ауада өмір сүру оның күш-қуатын арттыра түсті. Алайда бір жылдан кейін қатты құрғақшылық болды. Меруерттің ұлы Талғат болашақ өнімге сеніп, банктен несие алған еді. Бірақ өнім өте аз шықты. Мемлекет шығынның бір бөлігін өтейді деген үміт болған, кейін жағдай өзгерді. Енді не істеймін? Деп Талғат ашуланды. Сіздер бәрі жақсы болады деп уәде бердіңіздер ғой. Анам сізді мықты маман деп мақтаған. Бәрін ережеге сай жасадық. Бірақ бұл тәуекелі жоғары егіншілік аймағы. Енді қарызды қалай өтейміз? Мемлекет бізге ештеңе төлемейді. Талғат, мұны ертерек ойлау керек еді. Егістікке тұқым шашып жатқанда айтқанмын ғой, мұндай іске жауапкершілікпен қарау керек деп. Сен болсаң бәрі жақсы болады дедің. Бірақ жақсы болмады. Ақша бермейді. Өйткені өзің кінәлісің. Меруерт те сол кезде ұлына наразы болып, бәріне өзің кінәлісің деді. Мама, мен егістікті шелектеп суара алмаймын ғой. Оның үстіне біздің өнім басқалардан бәрібір жақсы болды. Неге? Өйткені агротехникалық талаптарды сақтадық. Бірақ одан мәселе шешілмейді деп ашуланды Меруерт. Талғат, көлігіңді сат. Қарыздың бір бөлігін өтейсің. Маған ақыл үйретуді қой. Деп ашуланды Талғат. Талғат кейін қылмыскерлерден қарызға ақша сұрап барды. Ақша бермеді. Бірақ кейін өз ақшаларын қайтарып, үстіне үлкен өсім талап етті. Ал оны қайдан табу керек? Сол кезде қылмыскерлер Талғатқа қарызын адамдармен өтеуді ұсынды. Қалада олардың заңсыз ішімдік өндіретін жасырын цехы бар екен. Оларға жұмысшылар қажет болды. Бірақ жалақы төлемеу үшін баспанасыз адамдарды тамақпен жататын орынға жұмыс істеуге тартатын. Ондай адамдардың саны азайып бара жатқан, ал өндіріс керісінше ұлғайып жатқан. Сондықтан қылмыскерлер осындай еңбекті пайдалануды ұйғарған. Олар Талғатқа 10 адам беруі керегін айтты. Талғат көп ойланбастан қарызын осылай өтеуге келісті.
Ол өз жұмысшыларына көрші шаруашылықтарға қосымша жұмысқа апаратынын айтты. Жұмысшылар қосымша табыс табуға келісіп кетті. Бауыржанға да сондай жұмыс ұсынылды. Кейін ол өзін одан құтылу үшін осылай жібергенін түсінді. Ол кезде басқаларға кеңес беріп, жұмысын бақылаудың несі қиын деп ойлап келісті. Бірақ көрші егістікке емес, фермерлік көліктен жүк көлігіне ауыстырылып, қаладағы жасырын цехқа жеткізілді. Сол жерде оларға ашық айтты: жұмыс десеңдер, тұрасыңдар. Жұмыс демесеңдер, өздерің білесіңдер. Бауыржан суық әрі санитарлық жағдайы нашар жерде 1 жылдан астам жұмыс істеді. Бірнеше рет қашып кетпек болды, бірақ ұстап алып қайта келді. Ұрып соқты. Оның жасы келген, денсаулығында да мәселе бар еді. Көп ұзамай Бауыржан ауырып қалды. Артық әуреге салынбас үшін оны жергілікті қоқыс төгетін жерге апарып тастап кетті. Оны сол маңда жүрген баспанасыз адамдар тауып алып, паналатып тамақ берді. Бақытымызға орай, Бауыржанның денсаулығы біршама түзелді. Бірақ полицияға қалай бармақ? Қылмыскерлердің онда да өз адамдары бар еді. Барып арызданған күннің өзінде оны қайтадан сол цехқа қайтарып жіберуі мүмкін. Ал меруерт Талғаттың не істеп жүргенін бәрібір білетін. Бауыржан оған сенген еді. Баспанасыз адамдар оның өмірдің өз заңдылықтары бар екенін түсіндірді. Бауыржан үйдің жоқтығы өмірдегі ең үлкен қиындық емес екенін ұқты. Ең маңыздысы әртүрлі жағдайға бейімделе білу. Біздің өмірімізде киімнің де маңызы зор деп түсіндірді. Оған көшеде бірнеше жыл тұрған Рахым мына пиджагың ғана бар екен. Тағы бірнеше жемпір тауып алу керек. Қоқыс арасынан киім көп шығады. Ауқатты адамдар талай жақсы затты тастап кетеді. Маған оның не керегі бар? Деп Бауыржан қабағын түйді. Қазір керек емес шығар. Бірақ түнде суық болады деп күлді Рахым. Бірнеше қабат киім кисең, желде өтпейді. Бір қалың киімнен гөрі бірнеше жұқа киім киген дұрыс. Неге? Жаңбырға түсіп қалсаң немесе жуып алсаң тез кебеді. Ал қайда жуады? Баспанасыз адам киімін қайда жуады? Деп Рахым күлді. Өзенде басқа қайда бар? Бауыржан ойланып қалды. Мүмкін бәрібір полицияға барып көрермін деп ойлады. Бірақ олар оны ескертті. Бұрынғы қылмыскерлердің қолына қайта түсуі мүмкін. Үстіне ашылмаған қылмыстарды мойнына іліп қоюлары да ғажап емес. Сонда түрме күтіп тұр. Есесіне жыла деп әзілдеді Бауыржан. Иә, өмір бойы темір тордың ішінде аспанды көріп отырасың, деді Рахым мұңайып. Мен өзім сонда болдым. Кеңес бермеймін. Мұнда еркіндік бар, қиын болса да. Ештеңе етпейді. Бауыржан, бейімделесің. Бауыржан да біртіндеп осы өмірге бейімделді. Қоқыс төгетін жерге барып бөтелке жинай бастады. Жасына қарай ол әлдеқашан зейнетке шығатын кезге жеткен. Бірақ зейнетақыны қалай рәсімдейді? Оның төлқұжаты да, тіркеуі де жоқ. Жақында тағы бір қайғылы жағдай болды. Бауыржан, Рахым және тағы бір баспанасыз адам Есболмен бірге қараусыз қалған үйдің жертөлесін паналап жүрді. Басында бәрі жақсы болатын. Бір түні жоғарыдан әлдененің тарс еткен дауысы естілді. Сосын жертөле дірілдеп төбе опырылып түсті. Рахым мен Есболды үйінді басып қалды. Бауыржан ғана сыртқа шығып үлгерді. Таңертең құтқарушылар оның тағдырлас екі серігін үйінде астынан алып шықты. Бірақ екеуі де тірі қалмады. Бауыржан 2 күн бойы қаланы кезіп, не істерін білмей сенделді. Рахыммен осы жылдары жақын дос болып кеткен еді. Енді тағы да жалғыз қалды. Сол күні ол осы саябаққа кіріп орындыққа отырды. Оның басында ең ауыр ойлар пайда болды. Мұндай өмірден шаршаған. Маған өмір сүрудің не қажеті бар? Кім үшін өмір сүремін деп ойлады. Алыстан өзен жылтырап көрінді. Бауыржан суық суға қарай секіріп кетуді елестете бастады. Сол кезде ол кішкентай баланың көгершіндерді тоқашпен тамақтандырып отырғанын көрді. Бауыржан аштықтан жұтынды. Бір тәуліктен астам уақыт бойы дұрыс тамақ ішпеген еді. Біреу көгершіндерге тоқаш беріп жатыр, ал біреу құрғақ нанға зар болып жүр деп ойлады ол. Кенет бала қарттың ойыны оқығандай қасына келіп отырды. Онымен сөйлесіп қолындағы тоқашын ұсынды. Бауыржан тоқашты алғысы келді, бірақ баланың тамағын тартып алуға ұялды. Осыдан кейінгі кездесу оның өмірін түбегейлі өзгертті.
Алғашында ол мұны елес деп ойлады. Бірақ алдында тұрған адамның шын мәнінде өз қызы екенін түсінді. Аяулым есейіп бой жеткен әйел болған. Бірақ оның жанары сәл көтеріңкі мұрны Бауыржанға бірден таныс еді. Ол қызын мың адамның арасынан да танитын. Бұл оның қызы. Ал аяулым да әкесін бірден таныды. Осы кездесуден кейін аяулым әкесін тыңдап отырып, қайта-қайта күрсінді. Әке, сен сонша азапты бастан өткерген екенсің. Енді бәрі өткенде қалды. Мен сені енді ешқайда жібермеймін. Екеуміз енді ешқашан жоғалмаймыз, деді ол әкесінің қолына қолын тигізіп. Бүкіл шындықты білгенде менің қанша қиналғанымды білсең ғой. Мен сені ешқашан сатып кетпегенімді біл. Мен оны білемін. Бірақ көшеде қалғаныңда неге біздің ауылға қайтпадың? Ол жақта саған жеңілірек болар еді ғой. Ол жаққа қалай барамын? Қолымда төлқұжат жоқ. Төлқұжат, деп аяулым бірден есіне түсірді. Ертең ақ полицияға барамыз. Құжаттарыңды қайта қалпына келтіреміз. Бауыржан басын шайқады. Жоқ, мені сол цехтағы қылмыскерлер кейін тауып алуы мүмкін. Ал құжатсыз қалай өмір сүресің? Ауруханаға барып тексерілуің керек. Осынша жыл көшеде өмір сүрдің, оның үстіне денсаулығыңа осындай ауыр жарақаттар түскен. Аяулым абдырап қалды. Жарайды, бір амалын табамыз. Екеуі сөйлесіп отырған кезде Нұрсұлтан қонақ бөлмесінде ұйықтап қалды. Күні бойы шаршаған еді. Аяулым ұлын көтеріп бөлмесіне апарып жатқызды. Әкесіне қонақ бөлмесіндегі орнын дайындап берді. Қайырлы түн, әке, деп сыбырлады ол. Қайырлы түн, деді Бауыржан сосын жымиып, дәл сондай ақырын дауыспен, мені алғаш рет әке деп атаған кезің есіңде ме? Иә, есімде, деп басын изеді аяулым, енді оны күліп еске алуға болады. Ал сол кезде қатты қорқып едім. Әкем бір өгізді жалаң қолымен тоқтатып тастады деп ойлағамын. Сен мені батыр санадың ба? Мен өзім де оның қасына қалай барып қалғанымды түсінбедім. Тек оның саған қарай келе жатқанын көрдім. Сол сәтте ашуым бойымды биледі. Кейін өзімнің де тізем қалтырап кеткен. Сонда да сен менің ең батыл әкемсің. Мен сені жақсы көремін. Мен де сені жақсы көремін, қызым. Аяулым төсегіне жатып балалық шағын еске алды. Оның осындай әкесі болғанына қандай бақытты еді. Бауыржан бұрында оның әкесі болған, қазірде әкесі еді. Таңертең Арман үйге келді. Мама, атаны таптық, деп айқайлады Нұрсұлтан әкесінің дәліздегі дауысын ести сала. Мен атаны таптым, деді Арман таңғалып. Қайда? Арман ас үйге кіріп ақ шашты, бойы ортадан аласа ер адамды және қасында күлімдеп тұрған аяулымды көрді. Арман, әкеміз табылды. Арман Бауыржанмен танысты. Оның басынан өткен оқиғаны естігенде Арман ұзақ ойланып қалды. Мұндай істі жазасыз қалдыруға болмайтын еді. Оларды жазалау керек. Мен ол қылмыскерлер туралы бұрында естігенмін, деді ол. Бір жолы олар біздің компанияға жүк тасымалдауға тапсырыс берген. Бірден тапсырыстарының күмәнді екенін сездім де, соңғы сәтте бас тарттым. Дұрыс істеппін. Кейін басқа жігіттер олармен жұмыс істеп ақшаларын ала алмай қалғанын айтты. Ең сорақысы, мұндай адамдар ешкімнен қорықпайды. Неге қорықсын? Барлық жерде өз адамдары бар, деп күрсінді Бауыржан. Бұл туралы баспасөзге айту керек, деді аяулым. Олар адамдарды мына қарғыс атқан ішімдікпен улап қана қоймай, адамдарды қамауда ұстап, еріксіз жұмыс істетеді. Келісемін, деді Арман, бірақ мұны өте сақ жасауымыз керек. Бауыржан Омарұлының аты аталмауы тиіс. Онсыз бұл істі ашу қиын, деді Бауыржан. Мен бір шешім ойлап таптым. Не болғанын, сол жерде қалай жұмыс істегенімді толық жазып, осы хатты Мәскеудегі бас прокуратураға жіберіңіздер. Бәлкім сонда істің ақ-қарасын анықтар. Арада бір ай өткенде қалаға Мәскеуден тергеу комитетінің қызметкерлері тексеруге келді. Басында бәрі тыныш болды. Әдеттегі жоспарлы тексеру сияқты көрінді. Бірақ кейін күтпеген жерден жаппай тұтқындаулар басталды. Белгілі болғандай, көптеген шенеуніктер өз өңірлерінде заңсыз ішімдік өндірілетінін және онда адамдардың мәжбүрлі түрде жұмыс істейтінін жақсы білген. Бірақ олардың кімнен ұсталғанын ешкім түсіне алмады. Сот кезінде олар залға ақсаңдай кіріп келген қарт адамды көрді.
Бұл Бауыржан Омарұлы еді. Ол өз көзімен көргендерінің, өзі білетін нәрселердің бәрін айтып берді. Тергеу кезінде айыптау негізінен оның көрсеткен мәліметтеріне сүйенді. Бірақ іс тереңдеген сайын басқа да адамдар сөйлей бастады. Осылайша бұл үлкен қылмыстық іс әшкереленді. Тергеу мен сот үдерістеріне шамамен жарты жыл кетті. Бауыржан Омарұлы құжаттарын қалпына келтірді, толық медициналық тексеруден өтті. Денсаулығы жақсы еді. Тек сәл ақсайтын. Бірақ бұл енді түк емес болатын. Нұрсұлтан атасымен қатты жақындасып кетті. Екеуі алғаш кездескен саябақта жиі бірге серуендейтін. Ата, енді ешқайда жоғалып кетпейсің ғой, деп сұрайтын бала. Әйтпесе, мен анам екеуміз қатты уайымдаймыз. Енді ешқайда кетпеймін деп жауап беретін Бауыржан Омарұлы, бірақ мен сендерден бөлек тұруды ойлап жүрмін. Неге? Деп таңғалды Нұрсұлтан, бізді жақсы көрмейсің бе? Әлде тағы бір жаққа кететін шаруаң бар ма? Жоқ, немерем. Мені жер тартып тұр. Бұл қалай? Қалада тұра алмайтынымды түсіндім. Ауылға барғым келеді. Жоқ, ата, деді Нұрсұлтан қабағын түйіп. Мен қатты ренжимін. Мен де, деді аяулым әкесінің жоспарын естігенде. Ол енді ғана әкесін тауып еді, ал Бауыржан тағы да бір жаққа кеткісі келіп отыр. Қызым, түсінсеңші, маған мұнда бетон мен көліктің арасында тұру ауыр. Маған кең дала керек. Бетіме жел соққанын, орманды, таңертең көлдегі үйректердің дауысын, түнде алыстан естілетін табиғат үнін сағындым. Онда саяжай сатып алайық, деді аяулым, Арман екеуміз баяғыдан ойлап жүрміз. Жазда сонда тұрасың, қыста бізге келесің. Қыста ше? Қар жауып, боран соқса, үйдің пешін жағып, жылытып отырасың. Жоқ, қызым, мен ауылға барғым келеді. Жарайды, деді аяулым амалсыз. Онда қала сыртынан ауылға ұқсайтын жерден үй сатып алайық. Жоқ, мен өзіміздің ауылға барғым келеді, деді ақыры Бауыржан Омарұлы. Аяулым, сен екеуміз тұрған үй бар ғой. Сол үйді жөндеп сонда тұрамын. Менің бір жоспарым бар. Маған өтемақы ретінде біраз ақша төленді. Сол қаражатты іске салғым келеді. Не істемексің, әке? Фермерлік шаруашылықпен айналысамын. Әке, сен 7-10 жылдыққа аяқ бастың. Денсаулығыңды күтуің керек. Оның үстіне басыңнан осынша сынақ өтті. Денсаулығымды қалай күтемін? Үйге тығып қоясыңдар ма? Мен тірі тұрғанда бір игі іс жасағым келеді. Артымнан жерде із қалдырғым келеді. Бәрін өзім істемеймін. Жұмысшылар жалдаймын. Ауылдың өзі де тозып кеткен. Бірнеше үй ғана қалған. Ал мешіт қирап жатыр, деп аяулым әкесін райынан қайтаруға тырысты. Бірақ Бауыржан бәрібір ауылға баруға бекінді. Ақыры аяулым мен Арман оған көмектесуге шешім қабылдады. Олар ауылдағы үйді жөндеп, ауланы ретке келтірді. Арман қажетті құжаттарды дайындап, жақын маңдағы 2 егістік алқапты Бауыржанның атына рәсімдеді. Енді, әке, осының бәрін пайдалана бер, деді Арман. Жақында трактормен тұқым сепкіште әкелінеді. Айтпақшы, ауылдағы ескі қоймада сенің атыңа жалға рәсімделді. Рахмет, күйеу балам, деп Бауыржан Омарұлы қуана жымиды. 2 жылдан кейін Бауыржан Омарұлының шаруашылығы алғашқы шағын пайдасын бере бастады. Алғашында онда ауылдан жалданған 5 ер адам ғана жұмыс істеді. Кейін шаруашылықтың ісі жақсы жүріп жатқанын естіген адамдар көбейіп, жұмысқа келе бастады. Жалақысы да тәуір еді. Бауыржан Омарұлы шаруашылықты күнделікті өзі басқармайтын болды. Көбіне жұмысшыларға жерді қалай дұрыс өңдеу керегін түсіндіретін. Оның тәжірибесі әлі де қажет еді. Ол жердің нағыз асыраушы болғанын қалады. Бір күні аудандық жиындардың бірінде Бауыржан Омарұлы кезінде өзін сатып кеткен Талғатты көріп қалды. Талғатты Бауыржан туралы естіген, бірақ онымен қайта кездесемін деп ойламаған. Алайда тағдыр екеуін тағы жолықтырды. Сәлем, Талғат, деп жымиып қойды қарт. Мұнда жолығамыз деп күтпеп едім. Мен де, деді Талғат, сізді түрмеге отырғызды деп ойлағамын. Маған шартты жаза берілді, деді ол қызарып. Ал менің бұрынғы курстасым Меруерт ше? Анамды айтып тұрсыз ба? Білмеймін, ол менен қалаға кетіп қалды. Демек, өз ісі үшін адамдардың алдында жауап беруге ұялды ғой. Талғат басын төмен түсірді.
Біраз үнсіз отырған соң, ақырын, мені кешіріңіз, Бауыржан Омарұлы, сол кезде өзімді шайтан билеп кеткендей болды. Сіз жақсы маман едіңіз. Мен оны ұмытып тек ақша туралы ойладым. Жарайды, Алла кешірсін деп басын изеді. Бауыржан Омарұлы, оның жүрегіндегі реніштің бәрі әлде қашан өшкен еді. Өмір жалғаса берді. Ауыл біртіндеп қайта жандана бастады. Енді мұнда 30-ға жуық үй бар еді. Шаруашылық жұмысшылар үшін жаңа үйлер салынып жатты. Егістік көлемі кеңейіп, бидай жайқалып өсті. Ер адамдар ферманы жөндеп, онда сүтті сиырлардың жаңа тұқымдары пайда болды. Бауыржан Омарұлы білікті басқарушы жалдап, өзі тек ақыл кеңес беріп отырды. Бірақ оның бір маңызды арманы бар еді. Сол мақсатпен ол облысқа арнайы барып қайтты. Көп ұзамай ауыл тұрғындары қираған мешіттің маңынан құрылыс техникасын көрді. Жұмысшылар қызу іске кірісті. Бауыржан Омарұлы, мешітімізді шынымен қайта жөндейін деп жатырсыз ба? Деп таңғалды ауылдың үлкендері. Егер біреу кірпішін тасып әкетпесе, жөнделеді деп әзілдеді ол. Демек, үміттенуге болады ғой, деді ауыл адамдары. Әрине, мен бәрінің дұрыс жасалуын қадағалаймын. Мешітті қалпына келтіру жұмыстары шамамен 2 жылға созылды. Облыстан мамандар келді. Алдымен қабырғалар мен мұнара қайта тұрғызылды. Азан шақыратын орын жасалды. Бір шебер ескі қабырғадағы көне өрнекті де қалпына келтірді. Мұрағаттарды зерттеген мамандар бұл мешіттің бұрыннан осы ауылдың қадірлі діндарларының есімімен байланысты болғанын анықтады. Мешіттің тарихи атауы да қайта қалпына келтірілді. Бір күні жаздың жылы күндерінің бірінде ауылға облыс пен ауданның басшылары, мешіт қызметкерлері, ауыл тұрғындары және қонақтар жиналды. Аяулым да күйеуі Арманмен және ұлы Нұрсұлтанмен бірге келді. Әке, сен қандай керемет іс жасадың? Деп таңғалды аяулым, осындай үлкен істі қолға алғаныңды ойламаппын. Мұның маған қатысы жоқ деп Бауыржан күліп қойды. Қатысы жоқ па? Деп Арман да күлді. Сенің облыс басшысына дейін барып, осы мешіт туралы миын ашытқаныңды білемін. Діни басқармаға да қайта-қайта хабарласып, бізде осындай ғажайып мешіт бар, ал ол қирап, қараусыз жатыр деп бәрін дүрліктірдің. Ақыры сенен құтылу үшін мешітті жөндеуге шешім қабылдаған. Бірақ бұл бәрібір сауапты іс қой деп Бауыржан қулана жымиды. Бізге имам да жіберілді. Енді мұнда намаз оқылады. Мереке күндері азан үні естіледі. Ауылымыз қайта жанданады. Әке, сен қашаннан бері осыншалық діндар болып кеттің? Деп таңғалды аяулым. Мен дұрыс түсінсем, сен кезінде колхозда агроном болып жұмыс істеп, Аллаға сенбейтін едің ғой. Ол кез қашан еді деп күрсінді Бауыржан. Өмір мені өзгертті. Өмір маған сенуді, ғажайыпқа сенуді үйретті. Айтшы, қазір екеуміздің осында бірге тұрғанымыздың өзі ғажайып емес пе? Бәрі басқаша болуы мүмкін еді. Егер Гүлнарды кездестірмесем, сен де дүниеге келмес едің. Кейін басыма қиындық түскенде, мені тек медицина аяғыма тұрғызды деп ойлайсың ба? Жоқ, маған өмірге қайта оралуға сенім де күш берді. Менің басымнан қанша қиындық өтті. Қанша рет сынып қалуға болатын еді. Бірақ мен тірі қалдым. Ал ең үлкен ғажайып Нұрсұлтанмен кездескенім. Сол күні сендер саябаққа кірмей өтіп кетулерің де мүмкін еді. Ал Нұрсұлтан неге менің қасыма келіп сөйлесті? Біздің мейірімді баламыз неге дәл солай істеді? Меніңше, мұның бәрі жоғарыда бір құдіреттің бәрін көріп, адасып кеткен адамдардың жолын біртіндеп қайта тоғыстырғаннан болды. Бұрын әр жаққа кеткен жолдарымыз қайтадан бір арнаға түсті. Мен Аллаға осының бәрі үшін шүкіршілік етемін. Мен де тағдырға шүкір айтамын, деді аяулым. Сені қайта таба алғаныма кейде өзімде таңғаламын. Сен менің қанымнан жаралмаған әкемсің, бірақ маған ең жақын адам болып қалдың. Мен өз қанымның қандай екенін де білмеймін, деді Бауыржан жымиып. Бірақ оған қарап не керек? Әке болу баланы дүниеге әкелу емес, оны тәрбиелеп адам ету деген сөз бар ғой. Анаңа да риза бол. Ол саған өмір сыйлады. Нұрсұлтанды дүниеге әкелдің. Демек, өмір жалғаса береді. Әкемен қыз құшақтасты. Екеуі жарқыраған күн сәулесі шағылысқан мешіттің алтын түстес күмбездеріне қарап тұрды. Аспанда ақ бұлттар баяу жүзіп, жылы самал есіп тұрды.
Аяулым өмірдің адам күтпеген бұралаңдарға толы екенін ойла. Дәрігер болғандықтан ол адам ағзасы туралы көп нәрсе білетін. Бірақ адамның жан дүниесінің сырын әлі ешкім толық түсінген жоқ. Оның өзі де жанның қайда мекендейтінін білмейтін. Балалық шағын, қуанышты да, қайғылы да күндерін, жастық шағын, арманмен танысқанын, Нұрсұлтанның дүниеге келгенін ойлады. Анасының өзіне айтқан шындығын есіне алды. Ол өзінің шын туған әкесін білмеді. Бірақ содан оның өмірі жаман болды ма? Жоқ, серік болмағанда ол дүниеге келмес еді. Ол Гүлнардың өміріндегі ең қиын кезеңде оған тірек болды. Кейін Бауыржан оған баланы қалай жақсы көру керегін үйретті. Ол өмір бойы жүрегінде мейірім мен жарық алып өтті. Әрине, тағдырдың осылай бұрылғаны өкінішті. Бірақ енді олар қайта қауышты. Енді ешқандай күш оларды оңайлықпен ажырата алмайтын еді. Өйткені олардың жүрегінде Аллаға деген сенім бар еді. Жел күшейіп аспанды бұлт басты. Ұсақ жаңбыр себелей бастады. Мешітке келген жұрттың бәрі ішке қарай асықты. Мұнда қандай жақсы еді. Қабырғалардан жаңа әктің жұпар иісі сезілетін. Мешіт іші жинақы әрі таза болатын. Мұнда адам жаман нәрсе туралы ойламай, көңіліне тыныштық табатын. Көп ұзамай алғашқы намаз басталды. Бауыржан мешітке жиналған жамағаттың арасында тұрып, имамның сөзін тыңдады. Ол мешіт ішіне көз жүгіртіп, өмірдің қалай өзгеретінін ойлады. Кезінде сенімнен алыстаған адамдардың қайтадан имандылыққа бет бұруы да бір ғажайып еді. Бұл мешітпен осы алғашқы намаз соның дәлелі сияқты. Бауыржан мұның бәрінің дұрыс бұрысын толық түсінбесе де, жүрегінің түкпірінде бір шындық барын сезді. Тек осы сәтте ғана оның бүкіл реніші мен жүрегіндегі ауыртпалықтың бір жола кеткенін анық сезінді. Мешіттен шыққан кезде Арман олардың ұлының діни рәсімнен өтпегенін байқап қалды. Оның мұнда намазда отырғаны дұрыс па? Деп сұрады ол. Аяулым да өзінің бала кезінде мұндай рәсімнен өтпегенін айтты. Оның еш айыбы жоқ, деді қастарынан өтіп бара жатқан бір әже. Сендер мұнда келген екенсіңдер, демек жүректерің имандылыққа ашылған. Ең бастысы, кейін имамға жолығып, балаларыңа діни тәрбиенің жөнін сұраңдар. Нұрсұлтан мешіттен бірінші болып шықты. Қақпаның алдында кенет тоқтап қалды. Қараңдар, кемпір қосақ, деп айқайлады ол аспанды саусағымен нұсқап. Мешіттің дәл үстінде қос кемпір қосақ жарқырап тұрды. Оның түрлі түсті доғалары күн сәулесімен құлпырып, аспанда тербелгендей көрінді. Кемпір қосақ сыңғырлап тұр, деп күлді Нұрсұлтан. Бұл жақсылықтың белгісі, деді имам. Бақыттың нышаны. Жиналған жұрттың бәрі күліп, қуанышпен бір-біріне қарады. Енді олар үшін бәрі жақсы болатындай еді. Бүгінгі оқиға осымен тамам. Әңгіме ұнаса видеоға лайк басып, өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Ал келесі әңгімеде кездескенше аман сау болыңыздар.